Оқиға Рентара есімді жігіттің қызға деген сүйіспеншілігін мойындауынан басталады. Ол оны ұнататынын айтады. Бірақ онымен кездесуді ойлағанда, ол өзін нашар сезінеді. Рентара бас тартуға ренжіп, досы оны үйіне шығарып салады. Біз бұл Рентараның 100-ші рет бас тартуы екенін білеміз, және оның досы бұл туралы оған әзіл айтып жатыр. Оның досы орта мектепті жаңа ғана бітіргендіктен 100 қызды қалай кездесуге шақыра алғанына таңғалады. Ал Рентара небәрі 8 айлық кезінде қызды алғаш рет кездесуге шақырғанын есіне алады. Рентара қыздың қандай болатынын білгісі келеді. Ал оның досы оның неге үнемі бас тартатынына таңғалады. Өйткені оның сыртқы келбеті де жақсы бағалары да бар. Бұл Рентарды одан сайын ренжітеді. Бірақ оның досы онымен қоштасып, орта мектепте сәттілік тілейді. Рентара ғибадатханаға барып, махаббат құдайынан орта мектепте қыз табуға көмектесуін сұрайды. Кенеттен ол дауысты естіп, қайырымдылық қорабынан бет пайда болады. Бірақ ер адам оған ғибадатхананың құдай екенін айтады. Ол пайда болған кезде біз оның қанаттары бар екенін көреміз, және Рентарға өзінің жан серігімен орта мектепте кездесуге дайын екенін айтады. Оның шын мәнінде 100 жан серігі болады. Сондықтан оның ішінен біреуін таңдауға болады. Рентара бұған қуанады. Бірақ егер бұл өтірік болып шықса, ғибадатхананы бұзуға ант береді. Бір ай өтіп, орта мектептің бірінші күні келеді. Рентара сыныпқа барып, екі қыз Индо мен Хакариді кездестіреді. Олардың көзқарастары тоғысқан кезде, олар бір түрлі толқуды сезінеді, және Рентара олар құдай айтқан екінші жартысы ма деп ойлайды. Ол қыздардың тұруына көмектесу үшін келеді. Бірақ Хакари кенеттен аяғын бұрап алғандай кейіп танытып, оны фельдшерлік, акушерлік пунктке апаруын өтінеді. Рентара сүйіктісін ренжіткені үшін жылайды. Ал Хакари оны мейірімді деп ойлап, оны одан сайын жақсы көре бастайды. Ол оған тұруға көмектеседі. Ал Инза қызғанып, аяғын бұрап алғандай кейіп танытады. Рентара екі қызды ренжіткені үшін өзін-өзі ұрыса бастайды. Екеуі де ол үшін уайымдап орнынан тұрады. Рентара олардың тұра алатынына таңғалады. Бірақ олар тез арада өз кейпіне оралады. Рентара оларды фельдшерлік, акушерлік пунктке апарады. Бірақ оны өзі көтеріп бара жатқандай сезінеді. Қыздар құлап, ол үшін күресе бастағандай кейіп танытады. Бірақ екеуі де оған жабысып қалады. Олар фельдшерлік, акушерлік пунктке бара жатқанда Рентара қыздармен танысады, және олардың бір сыныптан екенін біледі. Тағы екі қыз өтіп бара жатып, аулада 4 қызғылт жапырағы бар беде өсіп тұрғанын айтады. Ал егер сіз біреуді қызғылт бедемен кездесуге шақырсаңыз, олар сізге міндетті түрде иә деп жауап береді. Инза мен Акари кенеттен қашып кетеді. Ал Рентара аяқтарының ауырмағанына таңғалады. Сабақ біткеннен кейін 3 сағаттан кейін Рентараның мұғалімге көзілдірігін табуға көмектесу үшін қалғанын көреміз. Үйге қайтайын деп жатқанда, қыздарды қайта көрейін бе деп ойлап, кенет аулада оларды көреді. Біз Инзаның 4 жапырақты беде іздеп жатқанын көреміз. Ал Рентара оны бақылап тұр. Инза оны көргеніне таңғалып, беде іздемегендей кейіп танытуға тырысады. Рентара Хакаридің жоқ екенін байқап, Инзаға сусын ұсынады. Ол оның ұсынысын қабылдауға тым ұялшақ, ал Рентара оны біртүрлі деп санайды. Өйткені олар жаңа ғана кездесті. Бірақ ол кенет оның сусынын тартып алып, жоғалып кетпес үшін ішемін дейді. Ол оған үйге қайту керек екенін айтады. Өйткені кеш болды. Ол оған айтудың қажеті жоқ екенін айтады. Бірақ оған сусын бергені үшін алғыс айтады. Ал Рентара оның түсіндері екенін түсінеді. Инза кенеттен қашып, Хакариге оралады. Рентара оған сусын ішуді ұсынады. Бірақ Хакари оны сүйгісі келеді. Сондықтан ол оны өзі көтере алмайтынын айтып, жартысында ішуін сұрайды. Рентара бұлай болатынын біліп, оған кішкене стакан алып келді. Бірақ ол бәрібір оны көтере алмайтынын айтты. Ол келіседі де ішеді. Сосын стаканды Хакариге береді. Бірақ ол шошып, бәрін жерге төгіп тастайды. Рентара ішімдікті қатты ұнатқандықтан ренжіді деп ойлайды. Ол оны сүрту үшін орамалын ұсынады. Бірақ Хакари оның қолынан ұстап, оған деген сүйіспеншілігін мойындап, асығу керектігін айтты. Өйткені оған ғашық болған тағы бір қыз бар. Рентара өзінің сүйіспеншілігін алғаш рет мойындағанына қуанышты. Бірақ жауап беруге уақыты жоқ. Өйткені Инза қайтып келеді. Ол оған алғыс айту үшін көптеген сусындар сатып алды. Бірақ кенеттен Хакариден оны сұрағаны үшін ашуланып, оған да өз кезегін күтуін айтты. Рентару оған ғашық болғанына таңғалады. Алғашында ол мұны жоққа шығаруға тырысады. Бірақ соңында оған деген сүйіспеншілігінде мойындайды. Олар одан кімді таңдайтынын сұрайды. Бірақ ол ертең оларға жауап беретінін айтады. Ол екеуін де ойлайды. Бірақ таңдай алмайды. Ол ғибадатханаға келеді. Ал Құдай оған екеуі де оның жан серігі екенін айтады. Сондықтан ол таңдай алмайды. Ол адамдардың екі жан серігін кездестірсе не істейтінін сұрайды. Бірақ Құдай адамдардың әдетте бір ғана жан серігі болатынын айтады. Құдай Рентара дүниеге келгенде қателескенін,
Өйткені ол теледидар көріп отырғанын және кездейсоқ Рентарға бір жанның орнына 100 жан серігін тағайындағанын айтады. Рентара өзін құрдымға кетті деп ойлайды. Бірақ Құдай одан да жаман болатынын ескертеді. Өйткені егер адам өзінің жан серігімен бірге бола алмаса, ол өледі. Өйткені ол сүйген адамымен бірге бола алмайды. Ол қыздардың бірі өледі деп ойлайды және бұл оның шешімін одан сайын қиындатады. Бірақ кенеттен оның ойына бір ой келеді. Ол екеуінен де бас тартуы мүмкін. Содан кейін екеуінің артында екіншісімен кездесуі мүмкін. Келесі күні таңертең қыздар Рентармен кездесіп, оны осылай көргеніне таңғалады. Бірақ ол ақыры екеуімен де кездескісі келетінін айтады. Инда мұны естігенде шошып кетті және ол оларға өтірік айта алмағаны белгілі болды. Сондықтан ол екеуін де жақсы көретінін және олардың ең бақытты қыздар болуы үшін бәрін жасайтынын мойындады. Қыздар одан бас тартқалы жатыр. Бірақ ол кенеттен екеуіне де қызғылт 4 жапырақты беде береді. Оны біз түні бойы іздегенін білеміз. Инда оған күледі. Өйткені ол ырымға сенеді. Бірақ Хакари оған екеуінің де сенетінін еске салады. Инза Рентаромен кездесуден бас тартады. Бірақ ол гүлдерді олардың іздеп жүргенін көргендіктен сатып алғанын және оларды қуантқысы келетінін айтады. Қыздар мұндай қимылды күтпеген еді. Ал Хакари одан бас тартқаннан гөрі жақсы деп ойлап, онымен кездесуге келіседі. Инза Хакаридің қасында болғанын қаламайды. Сондықтан ол да келіседі. Хакари оны өз ойын өзгерткені үшін мазақ етеді. Ал Рентара екеуінде бағалаймын деп ант береді. Бірақ оның басқа 98 жартысы туралы ойлайды. Келесі күні Рентара ақыры дос қызының болғанына өте қуанышты екенін айтады. Бірақ шын мәнінде ол жай ғана шам бағанасымен сөйлесіп жатыр. Екі қыз келеді. Бірақ Инза оның бағанамен неге сөйлесіп тұрғанына таңғалады. Рентара өзінің тым бақытты болғанын және өзін ұстай алмағанын айтады. Ал Инза онымен сөйлесе алатынын айтады. Бірақ ол ұялып қалды. Хакари осы сәтті пайдаланып Рентардың қолынан ұстайды. Ол бұл сезімге таңғалады. Ал Инза қызғанышпен қарайды. Бірақ ол да оның қолынан ұстайды. Ол оған ұнамайтындай кейіп танытады. Бірақ үшеуі бірге бақытты жүреді. Олар мектепке келгенде бас директордың артынан қуып бара жатқан баланы көреді. Хакари өзінің қатал мінезімен танымал екенін және егер ол мектепте жүгіріп келе жатқан біреуді көрсе, оны қуып жететінін, ал егер ол оны ұстап алса, сүйетінін айтады. Рентара бұл психологиялық жарақат алуы мүмкін деп ойлайды. Ал Хакари бас директордың бұрынғы спринт жұлдызы екенін, сондықтан одан қашып құтылу мүмкін емес екенін айтады. Хакари Рентардан сүйіскен, сүймегенін сұрайды. Бірақ ол жоқ деп жауап береді. Өйткені оның ешқашан сүйіктісі болмаған. Мұны естігеннен кейін Кари Инза мұны кім бірінші жасаса, оның алғашқы сүйіспеншілігін алатынын түсінеді. Олар түскі үзілісті бірге өткізеді. Ал Инза мысыққа алаңдап жатқанда, Хакари Рентарға жұмыртқа орамын береді. Оған ұнағаны сонша, ол жылай бастайды. Ал Инд қызғанады. Ол оған печенье пісіргенін мойындайды. Бірақ оны тамақтандыруға тырысқанда, ол кездейсоқ оның көзіне түсіп қалады. Ол оның печеньесін жеп, оның керемет болғанын айтады. Бірақ Хакари жеңіл тағамдарды шығарады. Ол пакетті ашқанда, олардың ұштары жұлынып кеткенін көреді. Ол оны қолына дақ түсірмей, қалай тамақтандыру керектігін ойлап, аузын пайдаланып тамақтандырады. Оны жақыннан көргенде, Рентар оны өте сүйкімді деп санайды. Хакари оған тіске басар тістеп жақындауға тырысады. Инза да тырысады. Бірақ оның басқа көзіне түседі. Оның шашы жолға түсіп, Рентара түшкіреді. Ал тағамдар сынып қалады. Инза көзінің қызарғанын байқап, суық тиіп қаламын ба деп уайымдайды. Бірақ кенет оны құшақтап, егер ол суық тиюді басқасына жұқтырса, сауығып кететінін айтады. Ол оны сүймекші болады. Бірақ Хакари оның суық тиіп қалғанына сенімді бола алмайтындарын айтып, кедергі жасайды. Және бұл отбасылық дәстүр деп, оның температурасын ернімен өлшеуге тырысады. Алайда Инза оларды тоқтатып, Рентараны есінен тандыруға тырысады. Сондықтан ол оған жасанды тыныс бере алады. Хакари оны итеріп жібереді де, екеуі де бір-біріне ашуланады. Рентара ақыры оны сүйгісі келгендерін түсінеді. Инза бұған келіспейді. Бірақ оның жүзінен олардың оны сүйгісі келгендері анық көрінеді. Ол олардың оны сүйгісі келгеніне таң қалады және оларды сүюді ұсынады. Өйткені ол да солай істегісі келді. Бірақ Хакари кімді бірінші сүйетінін таңдау керектігін түсіндіреді. Және олар қайтадан дауласа бастайды. Бірақ Рентара олардың тым қатты толқығандықтан бір күн бұрын ойлап тапқан жоспары бар екенін айтып, оларды тоқтатады. Ол ұзақ уақыт бойы оларды қалай қуанту керектігін ойлады. Сондықтан бірінші сүйісу үшін олар кімнің бірінші болғанын құпия ұстайды. Осылайша олардың мүмкіндіктері бірдей болады және ол екеуін де сүйгеніне сенеді. Қыздар мұны қалай құпия ұстауға болады деп алаңдайды. Бірақ Рентара өзінің жоспарын түсіндіреді. Ол бетперде киіп, құлағын жауып тастайды. Текшенің көмегімен олар кімнің қайда тұратынын таңдайды және ол кімнің кім екенін білмей, оларды сүйеді. Содан кейін ол өз орнына қайта оралады.
ал қыздар кімнің қайда тұратынын қайтадан таңдайды. Сондықтан соңында ол кімді бірінші сүйгенін білмейді. Акари бұл тамаша идея деп санайды. Бірақ Ынза оның алдап кетуі мүмкін деп алаңдайды. Ал Рентара бір-біріне кішкентай саусақтармен қулық жасамаймыз деп уәде беретіндерін айтады. Ынза мұны ақымақ деп санайды. Бірақ Рентара уәдесін бұзса, көзін инемен тесуге уәде береді. Қыздар жоспармен келіседі және оны орындай бастағанда екпінді жел соғып, Ынзаның етегін көтеріп, мысық кенет оны тырнап бастайды. Ынза бұл Рентара оған тиіп жатыр деп ойлайды және ол оны итеріп жібереді. Ол оны ұра бастайды. Бірақ құлаққаптары құлап, оның мысық екенін түсінеді. Олар қайталап көруді шешеді. Бірақ әр жолы бірдеңе дұрыс болмай, сүйісе алмайды. Бәрі ренжіп, Ынза жоспардың орындалмағанын айтады. Бұл Хикариді ашуландырады және олар бір-бірін кінәлап, Рентараның кімге тиесілі екендігі туралы ұрса бастайды. Ол оларды тоқтатып, барлық кінәні өз мойнына алады, өйткені оның тәжірибесі жоқ. Ол қашып, бас мұғалімді шақырады. Ол кенеттен пайда болып, оны қашып кеткені үшін жазалайды. Ол оның үстіне отырады. Ол өлімнен қорқады, бірақ Ынза оны кенеттен тоқтатады. Хакари мұны естіген мектеп инспекторы мен бас мұғалімді көргендей кейіп танытып, шошып, қашып кетеді. Қыздар Рентараның неге бұлай әрекет еткеніне таңғалады. Бірақ ол екеуінде жақсы көретіндіктен және олардың бірге болғанын қалайтынын айтады. Сондықтан ол төбелескеннен гөрі алғашқы сүйісуін бұзғанды жөн көреді. Бірақ мұны естіген екі қыз да оған екіншісін сүйе алатынын және оның алғашқы сүйісін бұзғанын қаламайтынын айтады. Рентара таңғалды. Бірақ қыздар екеуі де оны шынымен жақсы көретінін түсінеді. Рентара екеуін де құшақтап, жаңа жоспар құрып жатқан сияқты. Ол үшеуін сүюді ұсынады. Алғашында олар келіспейді. Бірақ олардың тіл табысып жатқанын көріп, бұл нәтиже береді деп ойлайды. Қыздар бір-бірімен сүйісеміз деген ойдан ұялады. Бірақ ақыры келісіп, үшеуі де бірінші рет сүйіседі. Келесі күні кітапханадағы Рентардың сыныбындағы қыздар. Хакари оған бірдеңе пісіру үшін аспаздық кітап іздеп жүр. Бірақ Инда онымен асқазан арқылы адамды қалай жеңуге болатыны туралы кітап үшін дауласып жатыр. Рентара олардан ұрыспауды өтінеді. Бұл олардың бұрыннан сүйісіп жүргендерін және қыздардың ұялғанын еске салады. Рентара басқа кітап іздейді, бірақ басқа қызды кездестіреді. Ол оған бірден оғаш сезімдер сыйлайды және ол өзінің маңызды адамы ма деп ойлайды. Қыз артқа шегініп, Рентараның кітапханашы екенін көреді. Қыз үндемейді, бірақ кітаптағы қимылдарымен онымен сөйлескісі келетінін көрсетеді. Алғашында Рентара абдырап қалды. Ол кітапханада сөйлесуге болмайды деп ойлайды. Ол оның не іздеп жүргенін сұрайды. Ал ол күлкілі оқиғаны іздеп жүргенін көрсетуге тырысады. Қыз неге сөйлемейтінін сұрайды. Ол одан да солай сұрайды. Ол кешірім сұрайды және басқа біреуді шақырмақшы болады. Бірақ ол оны тоқтатып, көмек сұрайды. Ол оның қандай романтикалық оқиғалары жақсы аяқталғанын сұрайды және ол оған кітаптар ала бастайды. Бірақ Рентара таудай кітаптарды әкелгенде шошып кетеді. Қыз кешірім сұрап, қалағанының бәрін ала алатынын айтады. Бірақ ол бәрін өзі таңдағандықтан алатынын айтады. Бірақ ол оларды алмақшы болғанда, оның кітапхана картасы әлі дайын емес және ештеңе ала алмайтыны белгілі болды. Бірақ қыз оған өзінің жеке кітабын ұсынады. Рентара оны қуана алып, атын сұрайды. Қыз оған жеке куәлігін көрсетеді. Біз оның есімі Шизука екенін білеміз. Түнде Рентара кітап оқиды. Бұл ханшайым, мен оның рыцары туралы әңгіме. Рыцар оған адал болуға ант береді. Тіпті оны айдаһардан қорғайды. Олардың арасында сезімдер пайда болады. Бірақ ханшайым басқа ханзадаға үйленеді. Рыцар олардың тағдырларын өзгерте алатынын қалап, оған асығады. Рентара олардың тамырына балта шабады. Бірақ оқиға ең қызықты жерде аяқталады. Келесі күні Рентара Шизукаға кітабы үшін алғыс айтады және оған екінші кітабын әкелгенін түсінеді. Ол оны қуана қабылдайды. Бірақ Шизукаға алғыс айтудың жолын табу керек деп ойлайды. Ол оған сусын сатып алады. Ал олар сыртта кітап туралы сөйлесе бастайды. Шизука оған бұл оның сүйікті кітабы екенін айтады және Рентара оны қаншалықты жақсы білетініне таңғалады. Өйткені ол әңгімені жалғастыру үшін кез келген сөз тіркесін таба алады. Бірақ ол оның оны біртүрлі деп санамайтынына және оның ешқашан шынайы досы болмағанын мойындағанына қуанышты. Мұны естіген Рентарда бір ой пайда болып, Шизукадан бірінші кітабын қайтадан қарызға беруін өтінеді. Келесі күні біз Шизуканың Рентарға үшінші кітабын әкелгенін көреміз. Бірақ ол бірнеше күннен кейін де көрінбейді. Ол мектепті аралап келе жатып, Рентарды Хакари мен Эндамен бірге байқайды. Олар оның ұйқышыл болып көрінетінін біледі және ол түнде бос емес екенін айтады. Қыздар оның не істей алатынын ойлайды. Бірақ Рентара есіней береді. Акари онымен күш-қуатын бөлісетінін айтып, кенет оны сүйеді. Рентара оны құшақтап, періште деп атайды. Бірақ Энданың айтуынша,
оның да онымен бөлісуге күші көп. Ол оны сүймекші, бірақ оның орнына басын ұрады. Шизука өзінің сүйіктісі бар екенін түсініп, оны оқуға тым бос емес деп ойлайды. Ол басқа қыздардың оны қалай оғаш деп ойлағанын есіне алады. Өйткені ол қалай сөйлейді. Тіпті анасы оны қалыпты емес деп санайды және одан қалыпты сөйлеуін сұрайды. Ол адамдардың өзі сияқты адамдармен сөйлесуге уақыты жоқ деп ойлайды. Бірақ біз Рантараның оған келіп, кітаптарын бергені үшін оған алғыс айта алатынын айтқанын көреміз. Ол одан телефонға қолданба орнатуды сұрайды және бірінші кітаптың көшірмесін жасағанын айтады. Ол оған сөздерді қалай таңдап, оларды дауыспен қайталау керектігін көрсетеді. Шизука бұл электронды кітаптың ешқашан шығарылмағанын біледі. Сондықтан Рантара бүкіл кітаптың мәтінін қолмен теріп жазған. Рантара кітаппен сөйлескенде, олар ешқашан бетпе-бет сөйлеспейтінін түсіндіреді. Өйткені ол әрқашан кітапқа қарауға мәжбүр болды. Бірақ енді қолданба арқылы олар ол сөйлесіп жатқанда бір-біріне қарай алады. Ол бұл оның қарым-қатынас жасауына көмектеседі деп үміттенеді және оны сынап көруді сұрайды. Ол оған оны жақсы көретінін айтады. Бірақ ол уайымдамасын деп бірден сөзін қайтарады. Алайда Рантара оған оны да жақсы көретінін айтады. Шизука олардың бірге болу тағдыры жоқ деп ойлайды. Бірақ Рантара олардың тағдыры осындай болса да, оны жеңе алатынын айтады. Ол Шизуканы басқа қыздармен таныстырады және оны жаңа достарының тізіміне қосуды сұрайды. Інда өзін жындымын деп ойлайды. Бірақ Хакари оған басқа біреуді тапқан кезде де олармен бірге болғаны үшін алғыс айтады. Рантара оларға деген сезімі өзгермегенін айтады және оларды мұнай кен орнымен салыстырады. Ал Шизука бұл мүлдем жаңа кен орны. Сондықтан оның пайда болуы оларға ешқандай әсер етпейді. Шын мәнінде, ол оларды бұрынғыдан да жақсы көруді жоспарлап отыр. Ол мұны өз іс-әрекетімен дәлелдеуге уәде береді. Егер ол оларды сәтсіздікке ұшыратса, ол спука жасау арқылы өзін өтейтінін және тіпті Амазонда арнайы пышаққа тапсырыс бергенін айтты. Ында келіседі. Ал Рентардың тағы бір сүйіктісі бар. Бірақ ол тағы 97-ні табуы керек. Рентара Хакари мен Индаға Шизука туралы көбірек айтып береді. Оның кітап оқитын әдеті бар екенін, күшік құйрығын бұлғап тұрғандай саусақтарын бұлғап тұрғанын және бұл оның сезімін көрсететінін айтады. Ол Хакаридің де сүйкімді әдеті бар екенін айтады. Ол ойланған кезде саусағын тістеп алады және бұл оны қоздыратынын мойындайды. Ол Инданың комплиментті өшіруге тырысқанда, ол шашын саусағына орап алатынын және бұл оған сүйкімді болып көрінетінін қосады. Олар оның мінез-құлқын байқағанына таң қалады және ол оларға шынымен қамқорлық жасайды деп ойлайды. Ол Индах пен Хакаридің сүйісу кезінде өзін қалай ұстайтынын сипаттауды жалғастырады. Бірақ бұл Шизуканың оларды сүйіп қойғанын түсінген кезде жүйкесін жоғалтады. Хакари оның да сүйгісі келетінін сұрайды. Бірақ ол өзінің алғашқы сүйіспеншілігін үйлену тойына сақтайтынын айтады. Рентараның айтуынша, бұл қалыпты жағдай және ол дайын болғанша оны сүймейді. Ында мен Хакари оған қарап, оны сүйеді деп күтеді. Бірақ ештеңе болмайды. Олар Рентарды кешкі аспен тамақтандырады. Бірақ Инда ашуланады. Өйткені Хакари оны тамақтандыруға кедергі жасайды. Олар оның аузына тамақ сала бастайды. Ал Шизука тамақты ұнатады. Ол үшін төбелескенше оларды бақылап отыру. Бірақ ол оның тым сабырлы екенін түсінеді және оған үйрену керек деп ойлайды. Оның ойынша, адамдар әдетте адаммен жақынырақ танысқанша эмоцияларын көрсетпеуге тырысады. Өйткені олар айналасындағылардың қалай әрекет ететінінен қорқады. Рентараға өз сезімдеріңізді бұрыннан білетін адамға ашу оңайырақ деп санайды. Өйткені сіз өзіңіздің шынайы сезімдеріңізді көрсеткенде, енді басқа адамдардың реакциясынан қорқудың қажеті жоқ. Рентара қыздарды карта ойнауға шақырады. Жеңілген адам жеңімпазды қытықтайды деп, ол күлкі адамның эмоциясын көрсетудің ең жақсы тәсілі деп санайды және содан кейін олар дос болады деп ойлайды. Қыздар Рентара оларды қытықтайды деп ойлайды және одан ұтылуды шешеді. Рентара бірінші раундта жеңеді, ал Инда ұтылады. Бірақ ол бұған қуанатын сияқты. Ол оны қытықтай бастайды. Ол қарсылық көрсетеді және ол еденге құлап түседі. Бірақ ол тіпті оны жақсы көретінін түсінгенде тоқтайды. Екінші раундта Рентара тағы да жеңіске жетеді. Ал жеңілген адам Хакари болып шығады. Ол оның қазір оны қытықтайтынын білгенде қуанады және ол оны қытықтай бастайды. Ол мұны жақсы көреді. Бірақ ол бір түрлі әрекет ете бастайды және қытықтаудан қатты қорқатынын айтып тоқтауын сұрайды. Бірақ біз оның қазір сипатталып жатқан нәрседен қорқатынын түсінеміз. Рентара үшінші раундта жеңіске жетеді. Ал жеңілген адам Шизука болып шығады. Сондықтан ол оның күлкісін есту үшін оны қытықтай бастағанын асыға күтеді. Бірақ ол оны қытықтай бастағанда, ол үндемей, күліп тұрғанын көрсету үшін гаджетін қосады. Ол оны сүйкімді деп санайды және оны қытықтай береді. Ал Инза мен Хакари оның әлі жеңілмегенін түсініп, оларды бақылап отырады. Олар оны қытықтағысы келеді және бұл ойында жеңіске жетуді шешеді. Бірақ төртінші раундта Шизука жеңеді, ал Рентара жеңіледі. Сондықтан ол оған жақындайды. Бірақ қытықтаудың орнына оны итеріп жібереді. Ол күле бастайды. Ал Хакари неге бұл мүмкіндікті пайдаланып,
оған қол тигізбейтініне таңғалады. Хакари өзін Шизуканың ұялшақтығына қызықтырады деп ойлайды және оның назарын аудару үшін өзінің ең жақсы қасиеттерін көрсету туралы ойлайды. Шизука керісінше өзін табиғи ұстайды және Хакари оны ынзадан да үлкен қауіп төндіреді деп санайды. Ойыннан кейін Рентара дәретханаға барады. Ал ынза Шизукаға оның Рентардан қашықтықты сақтайтынын түсініп жақындайды. Ол өзінің жаңа екенін және олардың жолына түскісі келмейтінін айтады. Бірақ ынза оған Рентардың сүйіктісі екенін және өзін ұстаудың қажеті жоқ екенін еске салып, оның мінез құлқы тітіркендіретінін айтады. Шизука бірден кешірім сұрайды. Бірақ бұл Инзуды ренжітеді және ол неге қарсылық көрсетпейтінін сұрайды. Шизука қорқатынын мойындайды. Өйткені Хакари керемет сүйкімді, ал ынза өзіне сенімді және әдемі. Бірақ Шизука ол туралы ерекше ештеңе жоқ деп санайды және Рентара оны олармен салыстырады деп қорқады. Олар оны сүйкімді деп ойлап, оған жанашырлық таныта бастайды. Бірақ ол өзін олармен салыстырғанда ештеңе емес деп санайды. Хакари оны Рентараның сұлулығын көріп, оны өзінің сүйіктісі деп санайтынына сендіреді. Рентара оларды бақылап, оның жоспары ол күткеннен де жақсы орындалды деп ойлайды. Біз Шизука оны қытықтаған кезде Энданың оған қатты қарап тұрғанын байқағанын білеміз. Ол Энда онымен төбелескісі келеді деп ойлады. Бірақ оларға эмоцияларын сыртқа шығаруға мүмкіндік беру керек деп шешті. Ол қыздардың жағдайды қалай шешкенін мақтан тұтады және Индия Шизука оны қайтадан қытықтау керек десе, оларға қайта оралады. Өйткені ол өзін ұстады. Ал Хакари оның көңілін көтерді. Шизука олардың оған көмектесуге тырысып жатқанын түсінеді және оларға мейірімділігі үшін алғыс айту керектігін шешеді. Сондықтан ол оған жақындап, оны сүйгісі келетінін айтады. Ақыры олар сүйісіп, Шизука абдырап қалады. Бірақ Хакари одан да сүйісуін сұрайды. Өйткені ол оған жеткілікті екеніне күмәнданады және ол өзін Шизукамен салыстырғанда ештеңе емес деп санайды. Бірақ ол оған барлық қыздарын жақсы көретінін айтады. Ол оны сүйеді. Ол қуанады. Содан кейін ол Индудан оны да сүйгісі келетінін сұрайды. Ол өзін қаламайтындай кейіп танытады. Бірақ бәрібір оған жақындайды. Ал ол ұялған кезде сүйкімді екенін айтады. Ол оны ұрады. Бірақ ол шыдайды және ол оны сүйгісі келетінін мойындайды. Ал ол оның орнына оны сүйеді. Ол өзінің керемет қыздары бар екенін түсінеді және ол оларға лайық емес деп ойлайды. Бірақ олар оған да солай сезінетінін айтады. Келесі күні Рентара сыныпқа кіріп, Нана есімді қызды кездестіреді. Ол одан емтихан нәтижелерін тексермейтінін сұрайды. Бірақ ол бұл уақытты босқа кетіру екенін айтады. Өйткені ол бірінші орынды жеңіп алды. Олардың көзқарастары тоғысқанда, оларда бір түрлі сезім пайда болады және ол оның жартысының бірі болу керек деп ойлайды. Ол нәтижелерді достарының жауаптарымен салыстырады және олардың барлығы жақсы жұмыс істейді. Нананың ең жоғары балл жинағанын көргенде, ол таңғалады. Ол қыздардан ол туралы сұрайды және олар оның нағыз скучный екенін айтады. Өйткені ол кез келген сұраққа жауап бере алады және ол тіпті адам емес деген қауесет бар. Биология сабағында Рентара Нанмен бірге отырады. Өйткені ол оның құрбыларына мүлдем ұқсамайды. Ол талғампаз және талғампаз. Ол оның оқулықтағы жауаптарды жазып жатқанын түсінеді. Өйткені ол практикалық емтихандар уақытты босқа кетіру деп санайды. Өйткені ғалымдар жауаптарды бұрыннан біледі. Ол оған профессор оларды бақылап отырғанын және ол микроскопқа қарайтынын айтады. Бірақ үлгіні зерттеудің орнына ол оқулыққа қарайды. Өйткені ол тиімдірек. Ол оның робот сияқты әрекет ететінін түсінеді және үлгіні кесуге тырысқанда ол саусағын кесіп тастайды және медициналық мекемеге баруды ойлап, оны жууға тура келеді. Бірақ Нана мұның қажеті жоқ екенін және оның саусағын жалап жатқанын айтады. Бұл оны шошытады. Ол оған антисептиктің қажеті жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені сілекей табиғи антисептик болып табылады. Рентараның ойынша бұл арман. Ал Инда да ренжіді. Сабақтан кейін Рентара Нанаға көмектескені үшін алғыс айтады. Бірақ ол оның қалуын қалайтынын айтады. Өйткені оған тазалауға көмек керек болды. Ол онымен жақынырақ танысқысы келеді және оны бір жерге баруға шақырады. Бірақ ол бұл уақытты босқа кетіру деп санайды. Өйткені бұл оның болашағында ештеңені өзгертпейді. Ол көңілді өмірдің мәні деп ойлайды. Бірақ ол оған қателескенін және оның уақытын босқа өткізіп жатқанын айтады. Ол оның шынымен оның жан серігі екеніне күмәндана бастайды. Сол күні кешке біз бөлмемізде Нананы көреміз. Бірақ ол Рентар туралы ойлайды және оған не үшін көмектескенін түсіне алмайды. Ол оған ғашық екенін түсінеді және бұл оның назарын аударады. Ол назарын аударуға көмектеседі деп ойлап, бидің нақты мәнін жазуды шешеді. Бірақ ол тақтаны толтырып, көптеген қағаз парақтарын жазып қойғанымен, бұл көмектеспейтінін байқады. Ол бұл туралы ойлауға уақытын босқа өткізіп жатқанын түсінеді. Келесі күні Нана Рентарға оған ғашық екенін және оның жігіті болғанын қалайтынын мойындайды. Ол онымен кездескісі келетінін айтады.
бірақ ол одан бас тартады, және ол мұны әзіл деп санайды. Ол өз сезімдерінен арылғысы келетінін айтады. Өйткені қарым-қатынас тек некеге және жүктілікке әкеледі, және жасөспірімдер арасындағы романтиканың мағынасы жоқ. Ол онымен ешқашан кездеспейтінін айтады, бірақ ол оған ғашық екенін және одан бас тартқысы келмейтінін мойындайды. Ол оны кездесуге шақырып, оған мүмкіндік беруін өтінеді. Бірнеше күннен кейін олар ойын-сауық саябағына барады. Ал Рентар Нананы махаббаттың маңызды екеніне сендіруге тырысады. Бірақ ол мұның мағынасыз екеніне сенеді, және олардың ол жаққа не үшін барғанын түсінбейді. Ол оның жанында жедел камерасы бар екенін байқады. Бірақ ол деректерді сақтамайтынын біледі, және бұл пайдасыз нәрсе деп ойлайды. Ол одан ірімшік айтуын сұрайды. Бірақ ол оның не айтқысы келетінін сұрайды, және ол бәрібір суретке түседі. Олар аруақты үйге кіреді, ал Нана елестерге сенбейтінін айтады. Елестер оларды қорқытпақ болғанда, ол олардың жай ғана адамдар екенін айтып, сабыр сақтайды және Рентараның неге қорқатынына таң қалады. Оның айтуынша, арулар үйі адамдарға толы, сондықтан оны адамдар үйі деп атау керек. Олар алып шын аяқтарға мініп бара жатқанда, ол бұл сапарды кім ойлап тапса, ол есінен танып қалды деп ойлайды, және адамдар неге бұралу үшін кезекке тұрғанын түсінбейді, және бұл адамдардың миын жуу үшін жасалған деп санайды. Олар алып лабиринтке кіреді. Онда олар үнемі тұйыққа тіреледі. Ал Нана дизайнерлер неге дұрыс жолды таңдамағанына таң қалады, өйткені бұл клиенттердің өмірін қиындатады. Феррис дөңгелегінде Нана биіктіктен қорқатынын мойындайды. Ал Рентара оның қасында отырады, және олар қол ұстасып тұрады. Олар түсірген барлық фотосуреттерді қарап, Нана оның көңілді болғанын мойындайды. Бірақ ол әлі күнге дейін бұл күннің мағынасыз болғанына сенеді. Содан кейін Рентара фотосуреттерді жадынан өшіру керек деп өртеп жіберуді шешеді. Бірақ ол мұны істегісі келгенде, Нана камераның деректерді сақтамайтынын есіне алады. Және олар бұл оқиғаның барлық жазбаларын жоғалтады. Ол фотосуреттерді алып кетеді. Ал Рентара оларды жоғалтып алудан қорыққанын айтады. Өйткені олар құнды нәрсеге ие болды. Ол жылай бастайды. Ал ол жақсы уақыт өткізу олардың өмірін мағыналы ететінін айтады. Ол көз жасын орамалмен сүртіп, оны қайтарар алдында дезинфекциялайтынын айтады, және ол сілекейін қайтадан қолдана ма деп ойлайды. Бірақ ол оны жуып жатқанын айтады. Ол оның жігіті болғанын қалайтынын айтады. Өйткені ол онымен көбірек уақыт өткізгісі келеді, және Рентара оған деген сүйіспеншілігін мойындайды. Ол оны сүйіп, тілегін кез келген жолмен орындайтынын айтады. Рентара оны қыздармен таныстырады, және олар қарсы емес. Сондықтан ол оны қабылдағаны үшін алғысын білдіреді, және қайтадан жасауға уәде береді. Сепіку, егер оларға қатыгездік көрсетілсе, бірақ Нана удың тиімдірек болатынын айтады. Олар бірге шығуды ойлайды. Ал Акари Рентараның онсыз ойын сауық саябағына барғанына қызғанады. Ол жағажай кешін өткізу үшін аквапаркке баруды ұсынады. Ында купал негіздейді, бірақ таңдау мүмкіндігі жоқ. Олардың бірі оның назарын аударады, және ол оны сүйкімді деп санайды. Бірақ оның оған сәйкес келетініне күмәнданады. Бірақ ол Рентара оны жақсы көреді деп ойлайды, және оны сатып алуды шешеді. Олар бассейнге келеді. Онда Рентара купальник киген қыздарды көреді, және ол бақытты өлетініне өте қуанышты. Бірақ енді бір түрлі көйлек киіп келеді. Ол дүрбелеңге түседі, өйткені оның купальнигі жоқ. Ол суық екенін, және олар көңіл көтеріп жатқанда бассейннің жанында отыратынын айтады. Нана оған күн суытатын орынды көрсетеді, және ол Нанаға ол туралы алаңдамаудың қажеті жоқ екенін айтып, алғыс айтады. Бірақ Нана оған мән бермейтінін және ренжігенін айтып, Нананың кетуін сұрайды. Олар бассейнге кіреді. Онда Шизука қай жерде жүзіп бара жатқанын басқара алмайтынын айтып, өз шеңберін айналдыра береді. Нана бұл жерді аман қалу жаттығулары үшін орын деп ойлайды, және ағысқа қарсы жүзуге тырысады. Бірақ Рентара оны тоқтатады. Өйткені Хикари оған жабысып, оны ағыс алып бара жатқанын айтады. Ол оған жақындайды. Ал Нана да солай етуге тырысады. Бірақ бұл оның есінен танып қалуына әкеледі. Нана оның тыныс алмайтынын байқайды. Ал Хикари оған жасанды тыныс береді. Әр сәттен ләззат алады. Бірақ Нана оған кет деп айтады. Рентарды құтқаруға тырысқанда, бірақ Хикари бұл көмектеспейді. Өйткені Рентара өледі дейді. Осы уақытта Шизукуды ағыс алып кетеді, және ол бассейннен шығуға тырысады. Бірақ қайда жүзіп бара жатқанын басқара алмайды. Ол қиындыққа тап болғанын түсініп, көмекке шақыруға тырысады. Бірақ оған ешкім мән бермейді. Оның шеңбері бұзылып, судан секіріп шығады. Бірақ ол бассейннің ортасындағы аралда қалады. Біз Рентароға ораламыз. Ал Нана құтқарушыны табуды ұсынады. Олар бассейнді айналып жүгіреді, бірақ кейбір ер адамдар оларды шақырады. Хикари оларға мән бермейді, бірақ олардың бірі оның әдемі денесі бар екенін байқайды. Ол оған қолын созады, бірақ Нана оны тоқтатып, көзіне ұрып, бұл бұзықтан құтылудың ең тиімді жолы екенін айтады. Оның достары ашуланып, Нананы қорқытуға тырысады.
Бірақ ол Хакари құтқарушыларды тауып, Рентарды құтқаруы үшін олармен сөйлесетінін айтады. Ол Хакаридің басына бірдеңе болса ренжитінін біледі. Сондықтан ол оған жол бермеуге көмектесуді шешті. Бірақ Хакари Нананың олармен бірге жүрмейтінін айтып, Рантараның да оған қамқор екенін түсіндіреді. Еркектердің бірі Хакариге жақындайды. Бірақ Рантара Нана мен Акаридің оның қыздары екенін айтып, оның жолына түседі. Ер адам сүйіктісімен кеткені дұрыс дейді. Бірақ Рантара Нана мен Акари оның қыздары деп жауап береді. Ер адам оған сенбейді, және Рантара өтірік айтқандықтан мұны істей алмайды деп ойлап, екеуін де сүйіп ал деп айтады. Бірақ Нана оны сүйеді, ал Хакари де солай істейді. Ер адамдарға Рантараның шындықты айтып жатқанын айтады. Ер адамдар оның қатал жігіт екенін түсініп, онымен араласпауға бел буады. Хакари Рантараның өзін қалай қалпына келтіргеніне таңғалады. Біз Энзаның не болғанын көргенін, және Хакари мен Нана бірақ жолда Рантармен кездесіп, оны қазірдің өзінде өлді деп ойлады. Ол оған өлмеу керектігін айтады. Өйткені Нана мен Хакари қиыншылықта. Ол кенеттен есін жиып, оларға көмектесуге асығады. Рантара мұны Энзоның арқасында істей алғанын түсіндіреді, және Хакариді қорғағаны үшін Нанаға алғыс айтады. Нана Хакариді өзінен маңыздырақ деп санайды. Бірақ ол оған өзіне қауіп төндірмеу керектігін айтады, және ол оған да қамқорлық жасайтынын түсінеді. Ол Шизуканың әлі бассейнде екенін түсінеді, және оның жүзе алмайтынын біліп, үрейленеді. Ол оған қарай жүгіреді. Біз оның көмек сұрағанын көреміз, бірақ бәрі оны елемейді. Ол телефонының батареясы таусылып жатқанын түсінеді. Бірақ сол кезде Рентара оны шақырады. Ол оның назарын аударуға тырысады, бірақ ол оны таба алмайды. Және ол оған өзі қоңырау шалуды шешеді. Ол тыңдағысы келмейді, бірақ оның басқа амалы жоқ. Ол қатты дауыспен айқайлайды. Ал Рентара оны бірден тауып алып, оның жақсы екеніне қуанышты екенін айтады. Ол оны алып кетеді, ал ол оны сүйеді. Бұл оны ұятқа қалдырады. Өйткені олар әлі де көпшілік алдында. Олар басқаларға қосылады. Ал Рентара оған кету керек екенін айтады, және Индудан өзімен бірге жүруін өтінеді. Үзіліс кезінде ол Индудан неге үнемі Акари мен Нанаға қарап, өзін олармен салыстырамын деп ойлайтынын сұрайды. Ол оның купальник кигеніне сенімді емес екеніне сенеді, және оны Шизука екеуінің де қалыпты екеніне сендіреді. Бірақ ол Шизуканың басқаша екенін айтады. Өйткені ол кішкентай және сүйкімді, және ол кенеттен оның көйлегін шешіп тастайды. Оның астында купальник бар. Ол оны бұзық деп атайды. Бірақ ол оның керемет көрінетініне сенеді. Ол оны құшақтап алды. Ол оның ерекше екенін, және одан да әдемі бола алмайтынын айтқан кезде, оның жүрегінің соғып тұрғанын сезді, және оның сөздері оған қатты әсер етті. Ында оларға бассейнде қосылуға шешім қабылдады, және олар күннің қалған бөлігін бірге өткізеді. Олар мектепке қайтады. Ал химия зертханасының жанынан өтіп бара жатқанда, Рентара бір қызды көреді. Олардың көзқарастары тоғысып, оның жартысының бірі екенін түсінгенде, ол жүрегінің қатып қалғанын сезеді. Келесі күні Рентара өзінің жан серігін сол жерден табамын деп ойлап, зертханаға қайтады. Бірақ бөлмеге кіргенде өзін химия үйірмесінен Косураға таныстырып жатқан бір түрлі қызды көреді. Ол оған шай беріп жатыр. Бірақ ол стаканға құйылған шайды көріп таңғалады. Ол дәрі-дәрмекті әзірлеуді жаңа ғана аяқтағанын айтады. Бірақ ол химия үйірмесіне қосылғысы келмейтінін, тек біреуді іздеп жүргенін түсіндіреді. Бірақ ол оның шай ішіп, күтуін талап етеді. Ол оны сынап көруді шешеді, және ол оған өзі жасаған дәріні, яғни адамдарды тартатын дәріні көрсетеді. Егер ол оны ішсе, оның денесі металдарды тартып, оны дәрі ішуге мәжбүрлейтінін түсіндіреді. Оның денесі магнит сияқты әрекет ете бастайды, және ол мұндай нәрсенің болуы мүмкін екеніне таңғалады. Бірақ ол 3 күн бойы іш қататынын айтып, дәрі-дәрмектің жанама әсері туралы ескертеді. Ол өзінің теориясын сынап көруді ұйғарады. Керісінше әсер ететін дәрілерді алып, оны ішеді, және оның денесі оған тартыла бастайды. Оның айтуынша, қарама-қайшылықтар тартады. Бірақ ол тартымдылықтың тым күшті екенін, және одан құтыла алмайтынын түсінеді. Бірақ ол әсердің тек 10 минутқа созылатынын біліп, сабыр сақтайды. Ол дәретханаға бару керек екенін айтады. Ол үрейлене бастайды. Бірақ ол бәрі жақсы екенін айтып, жаялық кигенін көрсетеді. Ол памперстерге зәр шығарады, және оның әсері ақыры жойылады. Ол жаңа дәрі-дәрмектер жасағысы келетінін айтады, және олардың көпшілігін жасап қойғанын көрсетеді. Ол оған деген сезімі пайда бола бастағанын түсінеді, және ол бұл туралы бұрыннан біледі. Өйткені ол келгенде оған махаббат сусынын ішкен. Ол оған бір көргеннен ғашық болғанын мойындайды, бірақ жүрегі айнып, махаббат сусынынан арылғысы келетінін айтады. Ол сусынның неге жұмыс істемегеніне таңғалады, және ол оны ұнатпайтын шығар деп ойлайды. Ол жылай бастайды, және ол маған ұнайма деп сұрайды.
бірақ ол оған сезімін мойындаған кезде мас болғысы келмейтінін айтады. Ол бір түрлі әрекет ете бастайды, және оның денесі сусынның әсерінен құтылуға тырысып жатқанын түсінеді. Сондықтан ол оған бейтараптандырғыш ішуді ұсынады. Бірақ ол дірілдей бастайды, және ол оны аузына беруді шешеді. Оның денесі қалпына келеді, бірақ ол шарасыз күйде, өйткені әрекет сусын аяқталды. Ол оны әлі де ұнататынын және ұялатынын айтады. Содан кейін онымен кездесуге баруын өтінеді. Қалағанын істеймін деп уәде береді. Оның шашы кенет өсе бастады. Денесі өзгеріп, зертханада көрген қызға айналды. Ол бейтараптандырғышты аузына бергенде де ішкенін және өлместікке қарсы дәрі-дәрмекпен жұмыс істегендіктен бала болып өскенін түсіндіреді. Бірақ ол өзінің қазіргі пішінін 1 сағатқа ғана сақтай алатынын айтады. Ол химия үйірмесінің президенті екенін және оның көру қабілеті нашар, шашы ұзын екенін, сондықтан ол баланың бейнесін зерттеуді жөн көретінін айтады. Ол оның жан серіктерінің бірі екеніне сене алмай, онымен кездесуге баруға келіседі. Косури Касуриді құрбыларымен таныстырады, және олар теріс әсер етпейді. Бірақ ол оларға есірткіні жақсы көретінін айтады. Ал Ынза оның жағдайы жақсы ма деп ойлайды. Ол оның өздерінен үлкен екенін және есірткіге байланысты өте кішкентай екенін түсіндіреді. Ал Ынза Касуриді нашақор деп санайды. Ол Ынзаның кеудесін үлкейтуге көмектесетін дәрі-дәрмегі бар екенін айтады. Бірақ ол ренжіп, Косури оны жақсарту үшін оған басқа дәрі-дәрмектерді беруді ұсынады. Бірақ Ынза одан бетер ренжіп, Касуриден неге бұлай істеп жатқанын сұрайды, және ол Рентараның өзіне деген сенімсіздігі туралы айтқанын мойындайды. Ынза оны азаптай бастайды. Бірақ Косури оны қатты жақсы көретінін айтады, және ол бірден кешірім сұрайды. Косури Хакариге тартымдылығын арттыратын дәрі береді. Ол бұл оның сыртқы келбетін жақсартады деп ойлайды, және оны ішуді шешеді. Бірақ қатты терлеп жатқанын түсінеді. Косури оның жалаңаш денесінен сексуалды ештеңе жоқ екенін түсіндіргенде, оның киімдері еріп кетеді. Рентара оған киім береді. Ол оның кигенін біліп, оның иісін сезеді. Ол киімнің де еріп кетуі мүмкін деп алаңдайды. Бірақ Косури оны дәрі-дәрмектің әсері тек бір рет болатынына сендіреді. Сондықтан Рентараның киімі қауіпсіз. Косури Шизукаға галлюцинация тудыратын дәрі беріп, қоянның құлағын өсіреді. Рентара мұны сүйкімді деп тауып, оларға қол тигізе бастайды. Бұл оны қуантады. Косури шашқа арналған Нана дәрі береді. Ол оны қосымша қол ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Нана Рентарды ұстап алып, оны сүйіп, бұл дәріні ұнататынын айтты, өйткені бұл оның тиімділігін арттырады. Косури дәрі-дәрмектің әсері 10 минутқа созылатынын және оның әсерін ұзарту үшін басқа дәрілерді қабылдауы мүмкін екенін түсіндіреді. Бірақ бұл таз болу қаупін арттырады. Ол Рантардан таз болып қалса да, оны жақсы көретінін сұрау аз ғана баға деп ойлайды. Және ол бөтен планетаға айналса да, оны жақсы көретінін айтады. Бірақ ол оның шашын жақсы көретінін мойындады. Сондықтан ол дәрі ішпеуді шешті. Косури оларға одан да таңғажайып дәрі-дәрмектерді жасау үшін зерттеу тобына кіру арманы туралы айтады. Бірақ ол дәретханаға барғысы келетінін сезіп, жаялықтарды қолданатынын айтады. Бірақ Рантара оны ваннаға баруға шақырады. Олар шай ішкелі жатыр. Ал Косури абай болу керек дейді. Өйткені қыздардың шайы Рантарадан өзгеше, бірақ ол түсіндіре алмайды. Айырмашылығы неде? Өйткені оған жуынатын бөлме өте қажет. Ол дәретханаға жүгіріп барады. Олар 2 контейнерді көреді. Ал кішкентайы Рантарға арналған деп ойлайды. Олар бірге тамақтанады. Бірақ Косури қыздардың Рантара шайын ішетінін түсініп, оны түкіріп тастауды ескертеді. Өйткені үлкен контейнерде оны сүюге мәжбүр ететін дәрі бар, бірақ ол дәрі-дәрмектің әсерінен болмаса да, оны сүйетінін айтады. Ол мұны естігеніне қуанышты және оны сүйіп алмақшы болды. Бірақ Эндас кенеттен оны ұстап алып, қыздардың оны сүйгісі келетінін түсініп, оны итеріп жіберді. Олар зомби сияқты әрекет ете бастайды. Және Косури оның бәрін бүлдіргенін түсініп, Рантараға қашып кетуін айтады. Өйткені қыздар дәрі-дәрмектің жанама әсеріне ұшырайды. Ол бұл қыздар үшін қауіпті екенін түсіндіреді. Өйткені олардың еркектерді сүюге деген құштарлығы өте күшті. Бұл препараттың әсерінен олар бақылауды жоғалтады. Өйткені сүйісуге деген құштарлық соншалықты күшейеді. Бұл олардың ойындағы жалғыз нәрсе. Бұл оларға қандай да бір түрде керемет күш береді. Ол оларды зомби поцелуйлары деп атайды. Және Рентарға оны мәңгілікке сүйетіндерін ескертеді. Бірақ бұл оны алаңдатпайтын сияқты. Ол оларға препараттың бүкіл денеге таралмайынша, оның әсерін бейтараптандыратын дәрі қажет екенін түсіндіреді. Әйтпесе, олардың мінездері бір жола жойылады. Біз Рантардың лекарство табуға 1 сағаты бар екенін білеміз. Өйткені зомбилер оны сүйіп өлтірмекші болған. Косури мен Рантару қашып кетеді. Ал Косури оның лекарство табу үшін химия зертханасына баруды ұсынады. Бірақ олар кампусты айналып өтіп бара жатқанда, зомбилер олардың жолын жауып тастайды. Косури олармен күресу үшін бірдеңе іздейді және беттерді ерітетін дәрі табады. Бірақ Рантара оған оны қолданбауды айтады. Өйткені олар басқа жолды табу керек. Бірақ олар қашып бара жатқанда, мектеп директоры олардың жолын жауып тастайды. Ал Косури шошып кетеді.
сондықтан ол беттерді ерітетін дәріні пайдаланады. Бірақ директордың макияжы оның бетін қорғайды, және ол жақын арада оның шынайы келбеті көрінетінін айтады. Ол ешкімнің оның бетін көргенін қаламайды, сондықтан ол қашып кетеді. Зомбилер жоспар құрып, Рантарды қоршау үшін бөлінеді. Ол олардың оны сүйгісі келетінін түсінеді, және Касури онсыз ем таба алады деп ойлайды. Сондықтан ол оған зертханаға баруды бұйырады, және олардың назарын өзі аударады. Шизука оның артынан жүгіреді, бірақ кенеттен сүрініп, басын ұрады. Ол үшін уайымдап, оны фельдшерлік, акушерлік пунктке апарады. Ол жерде оның жараларын емдейді. Бірақ ол оның әлі де зомби екенін түсінеді, және ол оны қайта-қайта сүйіп, оған ұрады. Ол бітті деп ойлап, ренжігенін түсінеді. Бірақ ем таппаса, оның мінезі жоғалып кететінін есіне алады. Сондықтан ол оны итеріп жіберіп, оны емдеуге уәде беріп, оны ұстап қалады. Ол қашып кете береді. Бірақ Инданы оған Акари лақтырып жібереді де, ол құлап қалады. Олар оны жерге тіреп, сүйісе бастайды. Ал ол қашып құтылуды ойлайды. Бірақ ол олардың дауласып жатқанын көріп, олардың өзгермегенін түсінеді. Сондықтан ол оларды сүйісуге мәжбүрлейді. Ал олар Хиккиді сүйе бастайды. Және ол олардың шын мәнінде керемет ғашықтар екенін түсінеді. Өйткені олар күн сайын төбелеседі. Ол бұған қуанады. Бірақ әлі де ем іздеп, қашып кету керек екенін есіне алады. Бірақ ол зертханаға кіргенде, нанның шкафта тығылып жатқанын көріп, Касуриге ем табу үшін тек уақыт сатып алу керек деп ойлайды. Бірақ ол шкафта қалады. Өйткені Нана оны зертханаға кірер алдында байқап, сол жерде жасырынуға шешім қабылдады. Бірақ одан шығудың жолын таба алмады. Ол Нананың олардың жоспары туралы білетінін түсінеді, және оның интеллектісі оларға қауіп төндіреді деп санайды. Касури одан зертханаға кіру үшін Нананың назарын аударуын сұрайды. Бірақ ол Нана олардың жоспарын бұзады деп ойлайды. Өйткені егер ол жай ғана қашып кетсе, бұл өте айқын болар еді. Касури өзінің эксперименттері әрқашан қиындық тудыратыны үшін өзін кінәлайды. Сондықтан ол химия үйірмесінде жалғыз қалды. Ол бұдан былай тәжірибе жасамайтынын айтады. Бірақ сол кезде оның бұрынғы келбетін қалпына келтіретін дәрінің тағы бір дозасы қалғанын түсінеді. Рентара оны Нанаға беру керек деп ойлайды. Бірақ Касури оны өзі ішеді. Ал Рентара одан тоқтауын өтінеді. Бірақ ол бөтелкені тастайды. Ол дәрі-дәрмекті Нанаға беру керек екенін айтады. Ал Касури оның дұрыс екенін түсінеді. Бірақ ол бұрынғы кейпіне қайта оралып, Нана оны танығанша зертханаға баратынын айтады. Бірақ ол дәрі-дәрмектің бір жұтымын ғана ішіп үлгерді. Сондықтан ол уақытының аз екенін түсіндірді. Ол дәрі-дәрмек таусылғанша Нананы қалай байлау керектігін ойлайды. Бірақ Нана оның күдікті әрекеттерін байқап, оның не істеп жатқанын түсінеді. Касури оны байлап тастайды. Рентара зомбилерді емдей алмаймыз деп ойлап, үрейленеді. Бірақ едендегі дәрі құтысын көріп, жоспар жасайды. Ол Наннан қашып, бөлмеге тығылады. Бірақ Нана есікті сындырып, шошып кетеді. Ол шығудың жолы жоқ екенін түсінеді, және ол оны сүйе бастайды. Ал ол өз тағдырымен келіседі. Бұл оның соңы сияқты. Бірақ дәл осы сәтте Касури оған дәрі беріп, есінен танып қалады. Касури оянғанда бұрынғы қалпына келтіретінін түсіндіреді. Ол Нананы әдейі алып кеткені белгілі болды. Өйткені ол Касуридің денесі жақын арада кішірейтінін білді, және бұл оның өзін қалай босата алғанын түсіндіреді. Олар қалған зомбилерді емдейді. Ал олар не болғанын түсінбей лазаретте оянады. Хакари Ринданы сүйгенін есіне алады. Бірақ ол ештеңе есінде жоқ екенін, және Инданың да не болғанын білетінін айтады. Бірақ оның жадында ақау бар сияқты. Ринтара олардың кейіп танытып жатқанын біледі. Бірақ олардың тіл табыса алатынына қуанышты. Касури болған оқиғаға өзін кінәлайды. Сондықтан ол бәрінен кешірім сұрайды. Бірақ ол оны құтқарғанын еске салады, және оның мәселелерін шешуге көмектесуге дайын екенін айтады. Ол оны құмарлығы үшін жақсы көретінін айтып, зерттеуінен бас тартпауға кеңес береді. Барлығы гүл шоқтарын лақтыру сайысы туралы хабарландыруларды естіген саябаққа барады. Хакари олардың қатысуы керек деп санайды. Өйткені гүл шоғын ұстаған ерлі зайыптылар сияқты киінетін арнайы фотосессия жасауға мүмкіндік алады. Барлығы жеңгісі келеді, және біз Хакаридің әрқашан үйлену көйлегін киюді армандағанын, және енді оның арманы орындалатынын білеміз. Іс-шараға жиналғандар жиналып, банданың жетекшісі өз адамдарына ол үшін жеңіске жетуді бұйырғанын көреміз. Хакари олармен күресу қиын болады деп ойлайды. Сондықтан ол бірігіп, фотосессияға кім қатысатынын шешу үшін жеребе тастауды ұсынады. Ринтараның пайымдауынша, Шизука тым кішкентай және тапталып қалуы мүмкін, сондықтан оның қалғаны жақсы. Касури ойынға қатысқысы келеді, сондықтан ол бұрынғы келбетін қалпына келтіретін дәрі ішеді. Рентара банданың туы бар екенін байқайды. Сондықтан ол өз командасына жалауша жасап,
оларды Ринтара отбасы деп атайды. Ойын басталғалы жатыр және жүргізуші басқа қатысушыларға физикалық шабуыл жасауға тыйым салынғанын түсіндіреді. Ол барлығына іс-шараның арнайы қонағын таныстырады және біз оның директордың орынбасары екенін көреміз. Ол барлығына гүл шоғының ұшып кетуін қалайтынын айтады. Өйткені ол ешкімнің бақытты болғанын қаламайды. Ойын басталып, ол гүл шоғын керемет күшпен лақтырады. Барлығы оның артынан жүгіреді. Рентара гүл шоғының әлі де жоғары қарай ұшып бара жатқанын байқайды және ол жақын арада құлап кетпейді деп ойлайды. Біз партизандық топ мүшелерінің басқа мүшелерге шабуыл жасап жатқанын көреміз, ал олардың жетекшісі зомбылық жасамайтынын, бұл жай ғана жаттығу екенін. Сондықтан олар ережелерді бұзып жатқанын айтады. Жүргізуші онымен келіседі және ол өз тобының мүшелерін атып түсіреді. Оларды адамдарды нокаутқа түсіру үшін пайдалану. Хакари соққыға жығылғалы жатыр. Бірақ енді оның жаттығуларына қатысу үшін бандаға қосылатынын айтып, оны қорғайды. Ол көшбасшымен күресіп, барлығына гүл шоғын алуға көңіл бөлу үшін өзіне қамқорлық жасайтынын айтады. Ол құлай бастайды және банда мүшелері керемет жел жасау үшін жалауларын пайдаланады. Бұл гүл шоғының бағытын өзгертуіне және горилла бандасының жеңіске жетуге жақын болып көрінуіне әкеледі. Бірақ дәл осы сәтте біз Шизуканы ауада көріп отырмыз және оның жалаушаларды ұстағандардың қасында тұрғанын түсінеміз. Сондықтан құйын пайда болған кезде оны лақтырып жіберді. Ол гүл шоғын ұстап үлгереді. Бірақ құлап өлейін деп жатыр. Сондықтан қыздар оны ұстап алуға тырысады. Ал Рентара оларда қиындықтар болады деп ойлайды. Өйткені ол оларға соғылып қалса, олар зардап шегеді. Бірақ ол олардың кеудесінен секіріп, соққыны жұмсартуға мүмкіндік береді. Ал Рентара оны жерге құламай тұрып ұстап алады. Рентар отбасы байқауда жеңіске жетеді және олар фотосессияға кім қатысатынын анықтау үшін жеребе тарта бастайды. Бірақ біз жоспар бар екенін білеміз. Ол жеңіп алған таяқшаны кішкене кесіндімен белгіледі. Ол бірінші таяқшаны суырып алса, бұл тым күдікті болады деп ойлайды. Сондықтан ол біреудің тартып біткенше күтіп, содан кейін ғана өз қимылын жасауды жоспарлап отыр. Ол оңай нысана болады деп сенеді. Өйткені ол тиімділікке құмар. Сондықтан Хакари өзіне ең жақын таяқшаны алуды шешеді. Хакари байқауда жеңіске жеткен таяқшаны алысырақ жерге қойып, оған біреуін ал деп айтады. Бірақ егер олардың барлығы таяқтарды бір уақытта тартып алса, тиімдірек болатынын түсіндіреді. Хакаридің жоспары орындалмай қалады. Өйткені ол нананы бағаламады. Бірақ ол бәрібір жеңеді және оның арманы орындалғалы тұрғанына қатты қуанады. Ол Касуридің фотосессияға қатысқысы келетіндіктен жылап жатқанын көреді. Ал Хакари оған оның орнын баса алатынын айтады. Ал Касури бұл үшін оған риза. Бірақ содан кейін ол фотода өзінің екі сүйікті адамының болғанын қалайтынын айтып, шешімін өзгертеді. Хакари барлығына қосылуды айтады және олар бірге суретке түседі. Ол Рентарға оның арманын орындағаны үшін алғыс айтады. Бірақ одан ажырасуын сұрайды және неге екенін түсіндірмейді. Сол күні ол оған не болғанын сұрайды және онымен сөйлескісі келеді. Бірақ оның кетіп қалғанын түсінеді. Ол оған хабарласуға тырысады. Бірақ ол телефонды көтермейді және оның мекен жайы оған жіберген конвертте жазылғанын біліп, оның үйіне баруды шешеді. Біз оның сарайда тұратынын білеміз. Ол оны шақырады. Бірақ ол одан үндемеуін сұрайды. Өйткені күзетші оған жақындап, шудың қайдан шыққанын сұрайды. Хакари жасырынып үлгереді және оған белгісіз нөмір қоңырау шалады. Ол бұл Акари екенін түсінеді және ол оны енді сүймейтінін айтады. Бірақ ол оның өтірік айтып жатқанын біледі және шындықты білмейінше кетпейтінін айтады. Оның айтуынша, анасы Хана олардың қарым-қатынасына қарсы, өйткені оның қыздары тым көп. Ол телефонын тартып алғанын және қаладан кететінін түсіндіреді. Өйткені Хана ақшасын қалағанын алу үшін жұмсамақшы. Хакари онымен ешқашан бірге бола алмаймын деп ойлайды. Кенет Хана келіп, одан телефонды алып, Акариден аулақ жүр деп, одан құтыламын деп қорқытады. Күзетші оны ұстап алады. Өйткені ол оның Акаридің бұрынғы жігіті екенін біледі және одан бас тартқаны дұрыс. Өйткені ол ешқашан онымен бірге бола алмайтынын айтады. Біз Рентараның ерекше ештеңесі жоқ және Сакари болуға лайық емес деп ойлап кетіп бара жатқанын көреміз. Бірақ ол 4 жапырақты жоңышқаны көріп, онымен өткізген сәттерін есіне алып, оны қайтаруға бел буады. Сол күні кешке ол қыздардың жағдайын талқылап, сарайға жасырын кіріп, оны алып кететінін айтады. Бірақ олар оның қолынан келмейді деп ойлайды. Өйткені Ханна өте бай және одан қашып құтыла алмайды. Ол мүмкіндігінің жоқтығын біледі. Бірақ Акари үшін бәрін тәуекел етуге дайын. Ол өзінің жоспарын жүзеге асырғалы жатқанын түсіндіріп, оның оралуын күтуін сұрайды. Бірақ олар оны жақсы көретіндерін және оған қосылуға дайын екендіктерін айтады. Ол олардың қиындыққа тап болуы мүмкін екенін біліп, оларды көндіруге тырысады. Бірақ олардың Хакариді жақсы көретінін түсінеді және оны құтқаруға бел буады. Олар зәулім үйге барады. Ал Рентара Хакаридің назарын аудару үшін доп лақтыруды жоспарлап отыр. Бірақ ол жіберіп алады және доп жоғалады. Ында мысықтың онымен ойнап жатқанын көреді және ол нанаға қарай жүгіріп бара жатқанда,
олар оны ұстап алуға тырысады. Ол онымен күресудің ең тиімді жолы оны құлату деп ойлайды. Бірақ Рентара мысықты тоқтатады, және олар күзетшінің келе жатқанын естиді. Сондықтан олар ағаштың артына тығылады. Мысық күзетшінің қасына келеді. Ал Рентара әбігерге түскен ол деп ойлайды. Бірақ олар енді допты ала алмайды. Сондықтан Хакаридің бөлмесіне барудан басқа амалы қалмайды. Олар кіре берісте мысықтың есігін көреді. Ал Нана оны ашу үшін бақшадан тастарды жинап жатыр. Біз оның құлыптың орнын есіктің пішінінен анықтай алғанын және оны ашу үшін тастарды керемет дәлдікпен лақтырғанын білеміз. Ол оларға сарайға кіруді бұйырады. Бірақ Рентара оның бас бармағының зақымдалғанын байқайды. Ал енді не болғанын сұрап, жараны емдейді. Ол лақтырудың дәлдігін жақсарту үшін бас бармағын пайдалану керек екенін түсіндіреді және Акариге оны бұзықтардан құтқарғаны үшін алғыс айтады. Олар зәулім үйге кіреді. Бірақ күзетшінің келе жатқанын көреді. Сондықтан олар қайтып оралуға бел буады. Бірақ Шизукуды артта қалдырғанын түсінеді. Ол үшін бәрі бітті деп ойлап, онсыз кетіңдер дейді. Ит оған жақындап келеді. Бірақ оны жалай бастайды. Өйткені иттердің әлсіздерді қорғау инстинкті бар. Шизуканың әлсіздігі сонша, ит сарайды қорғау міндетін ұмытып кетті. Рентара ит кірген кезде олардың артынан қуады деп ойлайды. Сондықтан Нана Шизуканың көзін шұқып алуын ұсынады. Бірақ Касури оларға жануарларды ұйықтататын дәріні көрсетеді. Ол оны Шизукаға береді. Бірақ ол оны ішеді. Өйткені Касури оны қалай пайдалану керектігін айтуды ұмытып кетті. Шизука ұйықтап қалады. Бірақ ит оның дәрілерін жалап, өзінде ауыртады. Олар дәлізге кіреді. Оларға мысық қосылады. Ол дабылды қосады. Күзетшілер оларға қарай жүгіреді. Бірақ олар жасырынып үлгереді. Ал күзетшілер оның сенсорларды қосқанын түсініп, мысықты алып кетеді. Нана олар дәлізден әрі қарай жүре алмайды деп ойлайды. Өйткені дабыл қағылмауы үшін оларға инфрақызыл көзілдірік қажет. Бірақ Касури инфрақызыл көру қабілеті бар көз тамшыларын шығарады. Ал Рентара оларды қолдануды шешеді. Өйткені ол түсіндіргендей, ол сенсорлардан басқа ештеңе көрмейді. Ында конвертті тастап кеткенін айтады. Ал Нана оның шетелдік зерттеу тобына жіберілгенін байқайды. Және Касуридің мәлімдемесіне қосымша ретінде тамшылар жіберетінін түсінеді. Бірақ ол оларға Хакаридің маңыздырақ екенін айтады. Зерттеу тобына қарағанда және Рентардың көзі өзгеріп, сенсорларды көруге мүмкіндік береді. Бірақ ол олар өте алмайды деп ойлайды. Өйткені сенсорлар барлық жерде. Ол төбенің астында тесік бар екенін түсінеді. Бірақ дәліз оған жету үшін тым кең. Нана екеуінің бірге жұмыс істеуін ұсынады. Бірақ ол олардың барлығы қыз екенін байқайды және олардың Рентарға сәйкес келмейтініне сенеді. Өйткені олар оның күшіне сәйкес келмейді. Бірақ ол екеуін де алып тастамас бұрын түсінеді және олардың қозғалыстарын синхрондау және сенсорлардың жанынан өту үшін оларды бір-бірімен байланыстырады. Олар жоғарыға көтеріліп, дәлізбен жүреді. Ал Рентара айдаға киімінің тайғақ болып бара жатқанын айтады. Бірақ біз оның басы оның асқазанына қысылғанын көреміз және ол біртүрлі нәрсені сезеді. Олар басқа жаққа жетеді. Ал Рентара қалғандарына оларды сыртта күтулерін айтады. Олар Хакаридің бөлмесін көріп, есікті ашып, оның олардың суретіне қарап тұрғанын көреді. Бірақ сол сәтте дабыл қағылып, Рентара есікті ашпау керектігін түсінеді. Олар күзетшілердің қоршауында қалғанын түсінеді және оларды Ханаға апарады. Ол олардан құтылмайтынын айтады. Өйткені олар Хакаридің достары. Рентара оған Хакариді бақытты ететінін айтады. Бірақ ол оған сенбейді. Өйткені ол Хакариді дүниеге әкелгенде 13 жаста еді. Ол сүйген адамының аурудан өліп жатқанын және тірі кезінде одан бала туғысы келетінін түсіндіреді. Сондықтан ол жас кезінде жасанды ұрықтандыруды жасаған. Ол мұның абайсызда болғанын түсінеді. Бірақ бұл оның қанында бар деп ойлайды және Хакаридің де махаббат үшін ақылсыз істер жасай алатынына сенеді. Сүйіктісі қайтыс болғаннан кейін ол Хакариді өзі өсірді және оның өмірінде болғанына қуанышты болса да, оны енді алмастыруға болмайтынын түсінді. Ол Хакаридің өзі сияқты азап шеккенін қаламайды. Сондықтан Рентараның Хакариді ешқашан бақытты ете алмайтынын ойлап, одан аулақ болғанын қалайды. Хананың оқиғасы Рентарды жылатады. Ол Хакаридің өзі сияқты азап шеккенін қаламайтынын айтады. Осы кезде көз тамшыларының әрекеті аяқталып, ол Ханнаны көреді және олардың көзқарастары тоғысқан кезде оның да оның жан серіктерінің бірі екенін түсінеді. Ханна бірден оған ғашық болып, онымен кездесуге баруын өтінеді. Ал Айда көреді, ол не ойлап отыр. Сондықтан ол Ханнаның Хакаридің анасы екенін еске салады. Ханна бұл әзіл болғанын және оның Хакаримен кездесуіне ешқашан жол бермейтінін айтады. Бірақ ол ешқашан бас тартпайтынын айтады. Өйткені ол Хакариді бақытты еткісі келеді. Бірақ Ханна оған сенбейді. Сондықтан оған қаншалықты адал екенін тексеру үшін өтірік детекторын шығарады. Рентара детекторға сенбейді. Сондықтан олар оны Найдаға тексеруге шешім қабылдады.
Ал хана егер ол оны өз адамында сынап көрсе, сенбейтінін түсіндіреді. Ол индудан кеудесінің өлшемі туралы сұрайды. Ал ол оның үшінші өлшемі бар екенін айтады. Бірақ өтірік детекторы оның өтірік айтып тұрғанын көрсетеді. Ал хана тіпті ең кішкентай өтіріктерді де тани алатынын түсіндіреді. Сонда инда оның екінші өлшемі бар екенін айтады. Бірақ детектор оның әлі де өтірік айтып жатқанын және оның бірінші өлшемі бар екенін мойындап, ренжігенін көрсетеді. Ал детектор оның шындықты айтып тұрғанын растайды. Хана Рентарды жақсы көретінін сұрайды. Ал инда оны жақсы көретінін айтады. Бірақ детектор оның өтірік айтып жатқанын көрсетеді. Ал Рентара бұл арман деп ойлап, үмітін үзеді. Инда оны қаншалықты жақсы көретінін түсіндіруге тырысады. Бірақ детектор оны өтірікші деп атай береді. Ал Рентара қазір өлетінін сезеді. Бірақ ол оны бәрінен де жақсы көретінін айтады және детектор оның шындықты айтып жатқанын және Рентараның бірден есін жиғанын көрсетеді. Ол индуды шынымен жақсы көретінін және детектор оның шындықты айтып тұрғанын растайтынын айтып, детекторды тексеруді шешеді. Ханна қазір детекторға сенетініне сенеді және одан Хакариге деген сезімі туралы сұрайды. Ол Хакариді ол үшін өлуге дайын екеніне қуантатынын айтады және детектор оның шындықты айтып тұрғанын растайды. Ханна өзінің құрбыларына адал екеніне сене алмайды. Өйткені оның бесеуі бар екенін біледі және нәтижелерге сенбейтінін түсіндіреді. Осы кезде Амида келіп, Хакаридің өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын айтады. Инда хананың мойнын сындырамын деп қорқытады. Ал Рентара оны әзілдеп тұрған жоқ деп ойлап, үрейленеді. Бірақ ол оған Хакариді құтқаруды бұйырады және оның оралуын күтуге уәде береді. Ол қашып кетеді. Ал хана қашып кетуге тырысады. Бірақ инда оны Хакари үшін істеп жатырмын деп тоқтатады. Осы уақытта біз Хакаридің шатырдан секірмекші болғанын көреміз. Бірақ Рентара келіп, онымен бірге қашып кетуін айтады. Бірақ ол егер олар қашып кетсе, қашуға тура келетінін біледі. Өйткені ол оның кесірінен қиындыққа тап болады. Ол оған оның қиналғанын қаламайтынын айтады. Бірақ ол өлсе бақытты болмайтынын түсіндіріп, онсыз өмір сүргісі келмейтінін айтады. Ол оны жақсы көретінін және оның қасында болғанын қалайтынын айтады. Ол да солай сезінетінін айтады. Бірақ ол құлап қалады. Ал Рентару оны ұстап үлгереді. Бірақ ол өзіне қауіп төніп тұрғанын түсінеді және ол оны жіберуін өтінеді. Бірақ ол бас тартып, онымен бірге құлап кетеді. Бірақ олар жерге соғылмай тұрып, ол қабырғадан итеріп үлгереді де, олар субұрқаққа қонады. Қыздар оларға қарай жүгіреді. Бірақ Шизука суға батып кете жаздады. Ал Касури оның не ойлағанына таңғалып, оны құтқарады. Ханна олардың жақсы болғанына қуанышты және Рентараның өз өмірін қатерге тігуге дайын екенін түсінеді. Хакариді құтқару үшін және оны сөздің адамы деп тұжырымдайды. Ол одан Хакариге қамқорлық жасауын сұрайды және ол қызын қорғау үшін бәрін тәуекел еткенін түсінеді және оны керемет деп санайды. Ол Хикариді бақытты етуге уәде береді. Бірақ Ханнаға оның да бақытты болғанын қалайтынын айтады және онымен кездесуге баруға келіседі. Қыздар оның Рентарға ғашық екенін түсінгенде шошып кетеді. Бірақ ол бұл туралы ештеңе істей алмайтынын түсіндіреді. Өйткені ол оған өте тартымды. Қыздар бірге шомылып, кеуделерін салыстыра бастайды. Бірақ инда оларға тең келмейтінін түсініп, кетуге бел буады. Ол Рентарды олардың бөлмесінде көреді. Бірақ ол оның іші көрініп тұрғанын айтады және оның басын оған ысқылағанын есіне алады. Ол оны әдейі осылай жасады деп айыптайды. Бірақ ол үшін алаңдағанын, сондықтан оның құлап кетуіне жол бермеу үшін бәрін істеу керек екенін айтады. Бірақ ол өзін ыңғайсыз сезінгенін және одан кек алғысы келетінін айтады. Ол басын оның асқазанына қойып, осы сәттен ләззат алады. Бірақ кенеттен оларға Касури қосылып, итермелеп жатқандай кейіп танытады. Хана барлығын пижама кешіне шақырады және қыздарға киімдерін ауыстыруын айтады. Ал Хакари анасының адамдарды киіндіргенді ұнататынын түсіндіреді. Ал Рентара олардың пижама кигенін көріп, олардың бәрі керемет көрінеді деп ойлайды. Касури мен Шизука оны сүйіп, жұмаққа барғандай сезінеді. Бірақ Ханнаның мұрнынан қан кетіп, бөлмеге жетуге көмектеседі. Біз қыздарға қайта ораламыз. Ал инда Рентара мен Ханнаның ұзақ уақыт бойы оралмағанын байқайды. Хакари олар бірдеңе істеп жатыр деп ойлап, қобалжи бастайды. Сол кезде олар Ханнаның айқайын естіп, сол жерде не істеп жүргендерін ойлап, оған қарай жүгіреді. Бірақ олар Рентароның қыз кейпіне енгенін көреді. Ал Ханна таңданып айқайлайды. Өйткені ол өте сүйкімді. Ол не болып жатқанына ұялып, кенеттен есінен танып қалады. Ал қыздар оның өліп жатқанын ойлап, уайымдай бастайды. Бірақ Ханна жоспар құрып, Наннан оған көмектесуін сұрайды. Нана Ханзада кейпіне енеді. Ал Акари Ханзаданың сүйісуі ғана Рентара ханшайымды оята алатынын айтады. Нана оны сүйеді. Ол есіне түседі. Ал қыздар қуанады. Бірақ ол жеткілікті екенін және жуынғалы жатқанын айтады. Ал қыздар оны жалаңаш көру үшін
оны бақылап отыруды шешеді. Бірақ Шизука оларды тоқтатуға тырысады, және олар оның қайтып келуін күту керек екенін айтып, оны байлап тастайды. Біз Рентараның шомылып жатқанын көреміз, ал Касури оны терезеден бақылап тұр. Бірақ ол оны көре алмайды, өйткені әйнек тұманданып, басын оған қарсы итеріп жіберді. Бірақ Рентара оны естіп, оның басын көріп, шошып кетеді. Өйткені ол елестеп ойлайды. Ол қыздарға олардың жоспары орындалмағанын және олар оны шығарып салғанын айтады. Ал Рентара оның енді ол жерде жоқ екенін түсініп, тез аяқтауға тырысады. Ханна қыздарға жуынатын бөлмеге апаратын шатырды пайдалана алатынын айтады. Бірақ олар тышқан бар деп ойлап, шошып кетеді. Ал Рентара оларды естіп, елестер аңдып жүр деп ойлайды. Шизука Рентара үшін алаңдап, қыздар бәрін өлтіреді деп ойлап, қашып кетуге тырысады. Бірақ оның құлап кетуі мүмкін екенін түсінеді. Ол баспалдақпен төмен түсіп, арқаннан босатылып, жуынатын бөлмеде қалады. Рентара бұл елес деп ойлап, үрейленеді. Бірақ оған не көрінгенін түсініп, мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Бірақ оның орамалы сырғып, Ханна есінен танып қалады. Ол көмекке шақырғалы жатыр. Бірақ шатырдағы қыздарды көріп, онда не істеп жатқанын сұрайды. Олар жай ғана жасырынбақ ойнап жүргендерін айтады. Бірақ Ханна оны аңдып жүргендерін жоққа шығарады. Және олардың ниеттері айқын болады. Сондықтан ол оларды жазалайды. Сол күні кешке Рентара Ханнаның Хакаридің әкесі үшін дұға етіп жатқанын көріп, оған қосылып, Хакаридің әкесі қайтыс болғаннан кейін неге жігіт таппағанын сұрайды. Ол оны әлі де жақсы көретінін және басқа еркекті сүюге құқығы жоқ екенін мойындайды. Бірақ ол Рентараға оны дұрыс емес деп ойлап, оны жақсы көретінін айтады. Бірақ ол оның сезімі шынайы болса, оны бірнеше еркектен артық жақсы көретінін түсіндіреді. Ол Хакаридің әкесін есіне алып, оны сүюін сұрайды. Ол оған өзінің алғашқы сүйіспеншілігін ешқашан тастамайтын адам үшін сақтау керектігін айтты. Рентара оны сүйеді. Ал ол Хакаридің әкесін есіне алады. Сол күні кешке біз бәрінің бір бөлмеде ұйықтап жатқанын көреміз. Ал Хакари Рентараға жақындайды. Ал Ханна оның не істеп жатқанына таңғалады. Рентара оянады. Ал Хакари оның қасында ұйықтағысы келетінін айтады. Өйткені ол енді ешқашан онымен бірге болмаймын деп қорқады. Ол оны сүйіп, бәрі жақсы болатынын айтады, және ол мұны естігеніне өте қуанышты. Күн шыққанша оны құшақтап алуын өтінеді. Бірақ біраз уақыттан кейін Рентара оянып, Хакаридің оны Рентара деп ойлайтын Ханнамен сүйісіп жатқанын көреді. Ол жуынатын бөлмеге барады. Бірақ Хакаридің әкесін көреді. Ол Ханнаны да, Хакариді де одан алып кеткеніне ренжіді. Бірақ Рентара қазір ең жақсы уақыт деп санайды және онымен сөйлескісі келетінін айтады. Хакаридің әкесі Рентара одан неге қорықпайтынына таңғалады. Рентара мұның себебі Ханна оны жақсы көретіндіктен және ол оны керемет адам деп санайтынын түсіндіреді. Ол Ханна мен Хакариді бақытты етуге уәде береді. Ол оларды 16 жыл бойы бақылап жүргенін айтады және Рентарға Ханнаның жүрегін ашқаны үшін алғыс айтады. Және егер Рентара оның жанында болса, тыныш өмір сүре алатынына уәде береді. Рентара оған әлемге Акари сыйлағаны үшін алғыс айтады және ол енді ештеңеге өкінбейтінін және жақын арада кететінін айтқан кезде оны қоршап тұрған жарқын жарық және оның жаны ақыры тыныштықпен тынышталады. Келесі күні Рентара мен қыздар мектепке барады. Бірақ кездесу барысында олар Ханнаның Рентарды күнде көретін жаңа төраға болғанын білгенде таңғалады. Түскі үзіліс кезінде ол Ханнаның сарайына барады. Бірақ оның жоқ екенін түсініп, шатырға жүгіреді. Сонда оны басқа қыздармен бірге көреді. Ол олардың бәрі оны күтіп тұрғанын түсінеді. Олар оны жақсы көретіндерін айтады және ол оларға қосылып, барлығын бақытты етуге уәде береді. Біз Хакаридің қыздармен сөйлесіп жатқанын көреміз және олардың Рентаромен қарым-қатынасы 3 айдан кейін қызықсыз болуы мүмкін екенін айтады. Ол олардың соңғы кездескеніне 1 жыл өткенін түсіндіреді және олардың Рентарамен қарым-қатынасы жұмсақ болуы мүмкін екенін айтады. Олар бірдеңе істеу керек деп ойлайды. Ал Касури олардың жаңасымен қарым-қатынасын қызықты ететін жаңа дәрі ойлап тапқанын айтады. Бірақ шешім тұрақсыз болып, айналадағының бәрі түтінге оранып кетеді. Сондықтан Рентара оқиға орнына асығады және олардың барлығы денелерімен алмасқанын түсінеді. Хакари олардың жеке басын есірткімен өзгерткісі келетінін айтады. Бірақ соңында олардың жаны өзгеріп, олар дауласа бастайды. Рентара оларды абдырап қалғанын айтып тоқтатады. Ал Акари оның қалағанын істей алатынын байқайды. Өйткені ол Нанның денесінде қалып қойған және ол оның ол екенін ешқашан білмейді. Ол оны құшақтап, иіскей бастайды. Бірақ ол оның атын атайды және ол оның қалай білгеніне таңғалады. Ол Касуренің Акаридің денесінде екенін біледі. Өйткені ол оның қалай сөйлейтінін біледі және ол дәретханаға бару керек екенін айтады. Бірақ ол бәрі жақсы деп ойлайды. Өйткені ол жаялық киеді. Хакари оған жаялық кимейтінін айтып, дәретханаға апарады. Ол Суридің денесінде кім тұрып қалғанын сұрайды және оның Ханна сияқты әрекет ететінін түсінеді.
Ол өте қуанышты, өйткені ол қайтадан жас және жігерлі болды. Ол Ханнаның өзіне қарап тұрғанын көреді, бірақ ол жай ғана салмағын жоғалтқысы келетінін және оның Индия екенін түсінетінін айтады. Ол Инданың денесінде кім бар екенін сұрайды және оның күліп тұрғанын және өзін ашулы деп ойлайтынын көреді. Бірақ Шизука Индиге телефонын береді және ол оның тоңып қалғанын байқайды. Ол Нананың жаны оның ішінде екенін, ал Шизуканың жаны Инданың денесінде тұрып қалғанын түсінеді. Ол қыздарды денелеріне қалай қайтаруға болатынын сұрайды. Ал Шизука басын ұруды ұсынады. Ол оны Касуримен бірге сынап көреді, бірақ бұл нәтиже бермейді және Инд Хакариялары миына зақым келтіргісі келмейтінін айтып ренжіді. Ханна Рентарды сүйсең, ол жұмыс істейді деп сенеді және ол оның басынан сипап, оны жақсы бала деп атайды. Ол оны сүйеді, бірақ ол Хануканың жаны Касуридің денесін тастап кеткенін түсінеді. Ал қыздар оның жұмыс істегеніне сене алмайды. Нана оған жақындап, денелеріне қайта оралу үшін бәрі оны сүю керек екенін айтады. Ол Касуриді қауіпті деп санайды. Бірақ Нана оған абдырап қалмас үшін еңкейіп, оны сүйіп, жаны ұшып кетуін айтады. Касури өзін біртүрлі сезінеді. Сондықтан ол оны тез сүйіп, оның жаны да босатылады. Оның есінен танып қалғанына қатты қуанғаны сонша, бірақ ол бәрін сүйгенше шыдау керектігін айтады. Ол Шизуканың өзін жақсы ұстайтынын және басынан қан кете бастағанын көреді. Бірақ ол оған уайымдамауын айтып, оны сүйеді, ал оның жаны ұшып кетеді. Инда оған бұл істі тезірек бітіруін айтады және ол оның сүйкімді екенін айтады. Бірақ ол оны ұрып, соғып, бұл мүлдем ауырмайтынын айтады. Ол оны сүйеді, ал оның жаны басқаларға қосылады. Бірақ Хакари кенеттен оны құшақтап, жандардың сүйкімді көрінетінін айтады. Ол оны жақсы көретінін және сүйетінін айтады. Ал оның жаны Нанның денесінен кетеді. Қыздар денелеріне қайта оралып, бәрі бұрынғыдай болғанына қуанады. Бірақ Рентардың жүрегі жарылып кете жаздады. Өйткені ол олардың барлығын сүйді. Хакари бұл туралы не ойлайтынын сұрайды және ол бұл өте қызықты болғанын айтады. Бірақ оған көбірек ұнайтынын айтады. Олар сол күйінде болғанда және олар одан тағы да сүйісуін сұрайды. Осыдан кейін біз Рентарды асханада көреміз. Ол өзіне жұмыртқа тостын сатып алмақшы. Бірақ кездейсоқ Куруми есімді қызға тиіп кетеді және ол оның жан серіктерінің бірі екенін түсінгенде екеуі де ұшқын сезінеді. Ол оның орта мектепте оқып жүргенін байқайды. Бірақ ол одан қандай да бір проблемасы бар жоғын сұрайды және оған орта мектептің асханасына кіруге тыйым салынбағанын айтады. Сатушы оған тамақ үшін ақша төлеуін айтады. Бірақ ол Амиянды ұмытып кеткенін түсініп кетіп қалады. Біз оның орындықта отырғанын көреміз. Ал Рентара оған жұмыртқа тостының жартысын береді. Ол оны алғысы келмейді, бірақ азғыруға қарсы тұра алмайды және онымен бірге тамақтануды шешеді. Тістеп алғаннан кейін ол кенеттен есіне түсіп, оның өте дәмді екенін айтады. Ол бұл тағамды ұнатама деп сұрайды. Бірақ ол сыныптастарының бұл туралы айтқанын естігенін және оны сынап көргісі келетінін айтты. Ол метаболизмі өте жылдам екенін, сондықтан үнемі аш болатынын және белгілі бір нәрсені қалаған кезде әрекет ете бастайтынын айтады. Ол оған дөрекі сөйлегені үшін кешірім сұрайды және бірдеңені көргенде немесе естігенде тәбеті ашылатынын айтады. Сондықтан ол ештеңені сезбеу үшін капюшон мен құлаққап киеді. Ол оған тамақ үшін алғыс айтады және ол оның атын сұрайды. Бірақ ол онымен флирт жасап жатыр деп ойлайды. Содан кейін ол оның қайтадан аш болғанын түсінеді. Келесі күні біз Урумидің басқа студенттердің жанынан өтіп бара жатқанын көреміз және оның менчикацу сэндвичін жегісі келетінін білеміз. Өйткені ол телешоуға шыққаннан кейін сыныптастарының ол туралы айтқанын естіген. Ол асханаға қарайды. Бірақ ол жерде ештеңе жоқ екенін түсінеді. Ал сатушы оған бәрі сатылып кеткенін айтады. Рентара не қалайтынын сұрайды. Ол кампуста ет бутербродтары таусылғанын айтады және ол оған пирог сэндвичін ұсынады. Бірақ оның айтуынша, бұл оның аштығын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз және ол дүкеннен бірдеңе сатып алу керек пе деп ойлайды. Бірақ ол оған орта мектеп оқушылары үзіліс кезінде кампустан шыға алмайтынын еске салып, оған сэндвич сатып алуды ұсынады. Бірақ ол оның көмегіне мұқтаж емес екенін айтып, оны жалғыз қалдыруды өтінеді. Содан кейін біз Урумидің дүкеннен шығып бара жатқанын көреміз және неге ол ет сэндвичін таба алмайтынын ойлаймыз. Оның аштығы басылмай, өзіне өзі ашулана бастайды. Өйткені ол басқалардың алдында өзін жаман ұстайды. Тіпті Рентарды итеріп жібереді. Ол кампусқа оралғанда, Рентара оған жақындап, онымен бірге жүруді ұсынады. Ол оған ет сэндвичін көрсетеді. Ол оған оның көмегіне мұқтаж емес екенін еске салады. Бірақ ол сэндвичті бөлісуге болатынын айтады және ол дәмді екенін айтып, жартысын жейді. Ол сэндвичті асханадағы ингредиенттерді пайдаланып, өзі жасағанын мойындайды. Бірақ ол неге оның қолын таңып алғанын сұрайды. Ол котлетті қуырып жатқанда өзіне зиян келгенін айтады. Ол оның неге оған соншалықты мейірімді екеніне таңғалады және оған дөрекі болғанын еске салады. Бірақ ол оны жақсы көретінін айтады.
Өйткені ол тамақтанғанды ұнатады. Ол оған жай ғана қарапайым адам сияқты тамақтанатынын айтады. Бірақ ол тамақ өте тәбетті болып көрінетіндей етіп пісіретінін және бұл шеберлікті қажет ететінін түсіндіреді. Ол онымен бірге тамақтанғанда тағамның дәмі жақсырақ болатынын және оның айналасындағылардың бәрін қуантатын қасиеттері бар екенін айтады. Ол өзінде солай сезінетінін айтады. Өйткені тамақ онымен бірге болған кезде одан да дәмді болып көрінеді. Сондықтан ол оның жігіті сияқты онымен бірге тамақтануын жалғастырғанын қалайды. Ол мұны естігеніне қуанышты және онымен кешкі ас ішкенді ұнататынын айтады. Ал ол өзін таныстырып, орта мектепте 3-ші курста оқитынын айтады. Ол оны Күрумичан деп атайды. Бірақ ол оны осылай атауды доғаруын өтінеді. Өйткені бұл оның да данг жегісі келетінін білдіреді. Осыдан кейін Рентара Күрумиді қыздармен таныстырады. Ол үнемі аш жүретінін айтады. Бірақ ол олармен дос болғысы келмейтінін айтады және олар оның мінезі қиын екенін түсінеді. Нана бір-бірімен дос болудың пайдасы жоқ деп санайды. Бірақ ол қыздармен уақыт өткізетінін айтады. Өйткені ол олардың барлығын жақсы көреді. Олар оның сөздеріне қатты әсер етіп, оны да жақсы көретіндерін айтады. Бірақ Күруми олардың барлығын оғаш деп санайды. Рентара барлығына жеңімпаз ақшалай сыйлық пен арнайы балмұздақ алатын тағам фестивалі туралы айтып береді. Әр команда ең көбі 10 адамнан тұруы мүмкін. Сондықтан ол барлығы қатысуы керек деп санайды. Бірақ Күруми байқауда өзі жеңе алатынын айтады. Ол қалғандары онымен тіл табыса алмайтындықтан ғана оған кедергі болады деп ойлайды. Бірақ Ханна байқауға қатысу үшін орта мектеп оқушыларына қамқоршы қажет екенін айтады. Ал оның ата-анасы қазір қолжетімсіз. Сондықтан ол Ханнадан оның қамқоршысы болуын сұрайды. Бірақ Ханна Күруми оны анасы деп атаған жағдайда ғана келіседі. Күруми бас тартады. Сондықтан ол басқалармен бірге конкурсқа қатысуға шешім қабылдайды. Біз барлығын фестивальде көреміз. Онда жүргізуші қатысушылардың 5 раунд бойы бақ сынайтынын және ең көп ұпай жинаған команда жеңетінін хабарлайды. Ол іріктеу кезеңінің басталғалы жатқанын айтып, қатысушылар ұпай жинау үшін күріш жеу керек екенін түсіндіреді. Ол басқа тағамдар бар екенін айтады. Бірақ олар ұпай жинай алмайды. Және жеңудің жалғыз жолы мүмкіндігінше көп күріш жеу. Күруми барлық раундтарға қатысатынын және қалғандарының көмегіне мұқтаж емес екенін айтады. Ол төбелесуге соншалықты зұлым емес екенін түсіндіреді. Рентара Күрумидің қыздармен жұмыс істегенін қалайтынын айтады. Бірақ оны біртіндеп бастау керек деп санайды. Раунд басталып, Рентара тамақтана бастайды. Бірақ Күрумидің тамақ ішпейтінін байқайды. Өйткені ол гарнирлерге назар аударды. Ол күріш жей бастайды. Бірақ Рентара жоспар құрып, оны гарнирлерді жеуге шақырады. Қалған мүшелер оны ақымақ деп санайды. Ал Рентар мұны естиді. Сондықтан ол ашуланады. Хакари оған сабыр етуін айтады. Бірақ бұл оны жігерлендіреді. Ал Инда оның не ойлайтынын сұрап, оны итеріп жібереді. Ол мұны білу үшін одан Күрумиді бақылауын сұрайды. Оның айтуынша, гарнирлер өте дәмді және бәрі оның оларға әдемі қызмет ететінін байқайды және гарнирлермен күріштің дәмі жақсырақ болады деп ойлайды. Сондықтан қалған қатысушылар гарнирлерді жей бастайды. Ал Хакари Рантардың жоспарының данышпан екенін түсінеді. Ол Күрумидің барлық артық тағамдарды жейтінін біледі. Өйткені оның метаболизмі жылдам және бұл оған әсер етпейді. Бірақ ол бұл қалған қатысушыларға көмектеседі және ол алға шығады деп ойлайды. Қыздар оған күріш беруді жалғастыра береді. Бірақ ол одан шаршады деп ойлайды және оған өзін итермеу керектігін айтады. Бірақ ол тоймайтынын түсіндіреді. Себебі қыздар күріштің дәміне әсер етеді және олардың арқасында оған дәмді болып көрінетінін айтады. Қалған сайыскерлер Рантар мен Күрумидің қарындарын толтырып, өздерін құбыжық деп ойлағанын көреді. Жүргізуші уақыттың біткенін хабарлайды. Ол келесі кезеңге өткен командаларды жариялайды және біз Рантар мен қыздардың үздік үштікке әрең жеткенін, ал Горилла командасы екінші орын алғанын білеміз. Бірақ бірінші орынды Чонка есімді жалғыз қатысушы иеленді. Ал Нана оны тамақ жеудің чемпионы деп таныды. Жүргізуші негізгі турдың басталатынын және бірінші раунд көпіршікті шай екенін хабарлайды. Рантара командаға кім қатысатынын сұрайды. Бірақ қыздар оның рейстен әлі айықпағанын біледі. Ал Ханна мұны өздері шешетінін айтады. Бірақ Күруми раундқа қатысатынын айтады және командаластарына менсінбей қарайды. Олар әрең тамақтанады деп ойлайды. Ол Шизукамен бірге раундқа шығады және ойын Чонка сүтті шай ішкен кезде басталады. Күруми оның дәмді екенін айтады. Бірақ 10 минуттан кейін оның иегі тапиока шарларынан ауыра бастайды және Горилла тобының жетекшісі де шайнауға қиналады. Бірақ олар Шизуканың жақсы жұмыс істеп жатқанын түсінеді. Ал Рентара бұл оның кішкентай аузына байланысты екенін айтады. Қыздар оның шайнауға дағдыланғанын, өйткені оның тістері кішкентай екенін және бұл сынаққа өте жақсы дайындалғанын айтады. Ол тиын сияқты. Олардың командасы екінші орында, ал келесі раундта олар суши жеу үшін жарысады. Онда қатысушылар мүмкіндігінше тезірек 10 бөлікті жеу керек. Нана қатысуды шешеді. Өйткені ол өзінің жылдамдығы мен тиімділігіне сенімді және раунд басталады. Барлығы тамақтана бастайды. Күруми тағамның дәмді екенін айтады.
Бірақ Рентара одан ләззат алуға уақыты жоқ екенін және сушиді рахатсыз жегісі келмейтінін айтады. Сондықтан ол артта қалды. Бірақ Нана сушиді жейді. Ал қыздар оның оларды шайнамайтынын түсінеді. Бірақ ол бұл ең тиімді әдіс екенін айтады. Горилла тобы баяулайды. Ал Чонка мен Нана өз бөліктерін жеп бітіре жаздады. Бірақ Нана кенеттен тоқтап, асқазаны енді сыймайтынын айтты. Чонка қайтадан бірінші орынға шығады. Ал горилла тобы оларды қуып жетеді. Сондықтан Нана басқа амалы жоқ екенін түсінеді. Ол тірі қалу инстинкті пайда болған кезде жануарлар көбірек жей алады деп қашып кетеді. Ол шетке шығып, төмен қарайды. Ал Рентара өзінің биіктіктен қорқуын соңғы тістеп алу үшін пайдаланып жатқанын түсінеді. Ол қорқатынын айтады. Бірақ ол оны жеңе алады. Бірақ ол төмен түсе алмайтынын түсінеді. Сондықтан Рентара оған көмектесуге асығып, оны алып кетеді. Келесі раундта қатысушылар өте ащы тофу жеуі керек. Ал Рентара индуды жіберуге шешім қабылдады. Өйткені ол дәмдеуіштерді жақсы біледі. Чонкадан басқасының бәрі тапсырманы орындауда қиналады. Бірақ Инданың ащы тағамдарды жақсы қабылдауының арқасында Рентардың командасы бұл раундта жеңіске жетеді. Келесі раундтың тақырыбы торт және барлығы тамақтан ләззат алады, а Чонка көш бастап тұр. Сондықтан гориллалар тобы оларды қуып жетуге тырысады. Бірақ Хакари салмақ қосатынын айтады. Өйткені тортта қант көп және ол бәрін естиді. Сондықтан қатысушылардың көпшілігі тамақтануды тоқтатады. Бірақ Инда оларға майдың кеудеге жиналатынын айтады. Сондықтан Хакари мен Хана тамақтануды жалғастырады. Олардың командасы тағы да екінші орында, ал Рентара қыздарға олардың керемет екенін айтады. Ал Куруми командаластарының оны қолдайтынын түсінеді. Горилла бандасының жетекшісі тамақты қалай бітіретіндерін сұрайды. Ал Рентара бұл махаббат күшінің арқасында деп жауап береді. Қыздар онымен келіседі. Бірақ Куруми оның не айтқысы келгенін түсінбейді. Соңғы раунд басталады, бірақ Куруми қалғандарының өз шегіне жеткенін байқап, команда үшін күресу керек екенін түсінеді. Жүргізуші үйректің бірінші орын алғанын хабарлайды. Бірақ соңғы раундта ұпайлар 2 есе артады. Сондықтан басқа командалар әлі де қуып жетуі мүмкін. Ойын басталып, сайыскерлер рамен жей бастайды. Бірақ горилла тобының жетекшісі тістеп алу қиынға соғады. Оның командаластары қобалжыды, бірақ ол оларға қолдау көрсеткендері үшін алғысын білдіреді. Және барлығына өз командасының не істей алатынын көрсететінін айтады. Олар мұны естігенде жігерленіп, онымен соңына дейін күресуді шешеді. Өйткені жүргізуші ойынға басқа қатысушылар кез келген уақытта қосыла алатынын айтады. Ол оларға күресуді жалғастыру керектігін айтады, және олар жігерленеді. Сондықтан олар керемет жылдамдықпен тамақтана бастайды. Бірақ бәрі ауруханаға түседі. Жүргізуші Чонка мен Курумидің әрқайсысы 10 табақтан жегенін айтады. Бірақ біз Чонканың ештеңе жемегенін білеміз. Өйткені оның үстінде механикалық костюм бар, оның ішінде тамақ сақтауға арналған резервуар бар. Ол Курумидің әлі де тамақтанып жатқанына сене алмайды. Бірақ ол жарыста жеңіске жетуге бел буады және екеуі де 22 табақ жейді. Бірақ ол кенеттен баяулайды. Өйткені ол шегіне жетті. Ол өзінің командаластары туралы ойлайды. Өйткені олар оған алдыңғы раундтарда көмектескенін білді. Және егер ол басқа раундтарға қатыспаса, жеңіске жетемін деп ойлап, оларға сенбегеніне өкінеді. Бірақ олар кенеттен күреске қосылады. Және ол неге оған көмектесіп жатқанына таңғалады. Өйткені ол оларға дөрекі болды. Бірақ оларға бәрібір, олар команда болып күресетіндерін айтады. Ал Рентара махаббаттың күшімен жеңетіндерін айтады. Сондықтан ол ойында жеңіске жетуді шешіп, тамақтануды жалғастыруда, бірақ Чика олардың бәрібір мүмкіндігі жоқ деп ойлайды. Бірақ ол кенеттен оның резервуарының толып кеткенін түсінді. Сондықтан ол екінші пішінге ие болды. Және асқазанының көмегімен жарыста жеңіске жетуді жоспарлап, тамақтануды жалғастыруда. Біз бәрінің жерде жатқанын көреміз. Ал жүргізуші есеп тең екенін айтады. Бірақ Чонка мен Куруми күресті жалғастырып, ойында жеңіске жету үшін соңғы тістеуді жеуге тырысады. Рентара Курумиге оны тамақтандыруын айтады және жарыстан кейін оған қалағанының бәрін сынап көруге мүмкіндік беретініне уәде береді. Ойын аяқталуға жақын, бірақ ол оған соңғы тістеуін береді. Ал Чонка тамақты жұтуға тырысады. Бірақ жүрегі айнып, Рентараның соңғы бөлігін қалай аяқтағанына таңғалады. Содан кейін ол құрбысы оны тамақтандырғанда және оның командасы байқауда жеңіске жеткенде ол ауырмайтынын түсіндіреді. Олар марапатқа ие болады және Куруми барлығына дөрекі болғаны үшін кешірім сұрайды. Бірақ бәрі онымен балмұздақтарын бөліседі. Осыдан кейін Куруми Рентарға қыздармен достасуға көмектескені үшін алғыс айтады және оған қалағанының дәмін татуға уәде бергенін еске салады. Содан кейін ол оның не жегісі келетінін сұрайды. Бірақ ол кенеттен оның провинциясының дәміне үйреніп кету мүмкін екенін айтып, оны сүйеді. Біз Ханнаны оның сарайында көреміз және оның беделін бәрі құрметтейтінін білеміз. Сондықтан Хакари оған үнемі төменнен жоғары қарайтын. Бірақ ол анасы өзінің бұрынғы адамының көлеңкесіне айналды деп ойлайды. Ол бәріне өзі тіккен балалар киімін киюді бұйырғанын және Рентараның оны киюге тырысып жатқанын көреді. Бірақ Ханна оның жыртылуы мүмкін екенін айтады. Ол Касуридің оларды сәбиге айналдыратын дәрі ойлап тапқанын айтып, бұл қауіпсіз эксперимент екенін түсіндіреді. Өйткені ол кері айналдыру үшін дәрі-дәрмекті өзімен бірге алып келген. Бірақ оның айтуынша, егер олар 1 сағаттың ішінде қайтадан балаға айналса,
олар өлуі мүмкін. Сондықтан қыздар нәресте болғысы келмейді. Ханна анасын ойнағысы келгендіктен жылай бастайды. Бірақ Хакари оған өзінің қызы екенін еске салып, барлығының көзінше жетілмеген әрекетін тоқтатуды айтады. Рентара онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ Касури оның көңіл күйін көтеру керек деп ойлайды және мысықты көреді. Сондықтан оған дәрі-дәрмек әкелуді бұйырады. Бірақ мысық қашып кетеді. Ал дәрі-дәрмек тұрақсыз болып қалады. Сондықтан Рентара Каридің түсуі туралы айтады. Өйткені қазір жарылыс болады. Олар қыздардың сәби болып, оларға қамқорлық жасай бастағанын түсінеді. Ал Хакари өзін Рентардан балалары бар сияқты сезінетінін айтады. Ол қыздарды періштелерге ұқсайды деп ойлайды. Бірақ дәрі-дәрмекті қолданар алдында 1 сағат күту керек екенін, сондықтан осы уақытқа дейін нәрестелерді қарау керек екенін айтады. Шизука оны жегісі келеді деп ойлайды. Сондықтан ол қашып кетуге тырысады. Бірақ ол оған жақын болуды айтады. Өйткені шатырда болу қауіпті. Куруми Хакаридің сүтін ішуге тырысады. Сондықтан ол айқайлай бастайды және ол нананың есікке қарай келе жатқанын көреді. Сондықтан оны тоқтатады. Бірақ ол оның көзінен ұрады. Кусури дәрі ішуге дайындалып жатыр. Бірақ ол оны ұстап алып, қалған сәбилерге қарайды. Ындамен Куруми Хакариден сүт алуға тырысады. Бірақ кенеттен ұрыса бастайды. Сондықтан ол оларға өзін жақсы ұстау керектігін айтады. Бірақ олар жылай бастайды. Сондықтан ол олардың көңілін көтеруге тырысады және оларға қамқорлық жасау оңай емес екенін айтады. Ханна оның арқасына көтеріліп, басынан сипады. Бірақ кенеттен Инду мен Курумиді босатып жіберді. Рентара оларды құтқару үшін секіреді. Ал сәбилер күле бастайды. Ол оларға ұнайтынын түсінеді. Сондықтан ол жалғастырады және бәрі оны күлкілі деп санайды. Сол күні кешке сәбилер ұйықтап қалады. Бірақ біз Рентараның жағдайы нашар екенін және Хакаридің оны емдеп жатқанын көреміз. Ол ата-ана болу оңай емес екенін түсінеді және Ханна да мұны сезінген болуы мүмкін. Өйткені ол Хакари мен оның үміт сәулесін айтты. Осыдан кейін біз Ханнаның ана болу мүмкіндігін жіберіп алғаны үшін жылап жатқанын көреміз. Ал қыздар оның бала сияқты әрекет ететініне сенеді. Бірақ Хакари бұрын істегені үшін кешірім сұрайды. Ал Ханна қызының сезімін ойламағандықтан істеген ісіне өкінетінін айтады. Бірақ ол Хакариді әрқашан жақсы көретінін және құрметтейтінін айтады. Өйткені ол Рентармен кездескенше өмірден ләззат ала алмайтынын түсінеді. Содан кейін Хакари оған өмірден ләззат алу керектігін айтады. Өйткені ол бұған дейін оған қамқорлық жасау керек болғандықтан мұны істей алмаған. Ол Хакаридің оның сезімін түсінгеніне және оның осындай қызы болғаны үшін бақытты екенін айтқанына қуанышты. Бірақ Касури оның әлі де жасартатын дәрісі бар екенін айтады. Ал Ханна одан да жасаруы үшін оны қолдануын сұрайды. Осыдан кейін біз барлығының тамақ ішіп жатқанын көреміз. Ал Хакари Курумиге тамақ ішкен кезде оның көзі изумруд сияқты екенін айтады. Содан кейін қыздар бір-бірінің көздерін талқылай бастайды. Ал Ханна оның қызметшісі Мейдің әдемі көздері бар екенін айтады. Ол мұны естігеніне қуанышты, бірақ қыздар оны ешқашан көрмегенін айтады. Өйткені ол үнемі күліп тұрады. Шизука оның көздері туралы сұрайды. Ал Ханна олардың кемпір қосақ сияқты түрлі түсті екенін айтады. Касури оларды көргісі келеді. Бірақ Мей ханым үшін күле беру керек екенін түсіндіреді. Ханна оның да көзін көргісі келетінін айтады. Ал Мей оның мимикасын өзгертуге тырысады. Бірақ ол тым ұзақ күлгендіктен мүмкін емес екенін түсінеді. Ол көзін аша алмайтынын айтады. Өйткені ол Ханнаның қызметшісі рөлін атқара алмадым деп ойлайды. Өйткені ол оның бұйрығын орындай алмайды. Ол қабағын кесу үшін скальпель табу керек деп ойлайды. Бірақ Ханна оған бұл туралы ұмытып кетуін айтады және Мейдің соншалықты адал екенін, тіпті қорқытатынын айтады. Ол өзінің ханымы үшін бәрін жасайтынын айтады. Ал Нана өзін андроидқа ұқсайды деп ойлайды. Бірақ Куруми оның қалай көретініне таң қалады. Өйткені оның көздері әрқашан жабық. Бірақ ол басқа сезімдермен көре алатынын және қазір Рантараға Кастрюл келетінін түсінетінін айтады. Ол оны ұстап алып, оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды және ол өзін керемет деп санайды. Өйткені ол оны көзін жұмып құтқара алды. Шизуканың бір ойы бар және ол, бірақ бәрі оған қарап тұр. Ол оның Мейді оятуға тырысқанын түсініп, таң қалғандай кейіп танытады. Ал қыздар оның Мейдің көзін ашқысы келетінін байқайды. Кусури өзінің есірткісін Мейдің бетін еріту үшін қолдана аламын деп ойлайды. Бірақ Рантара оны тоқтатады. Ал Нана Мейге пышақпен жақындайды. Ал бәрі оның не істеп жатқанына таң қалады. Ол пышақтайды. Бірақ ештеңе болмайды және ол пышақты ұрмас бұрын алып тастағанын айтады. Барлығы жеңіл дем алады. Бірақ Шизука жылай бастайды. Ал Нана кешірім сұрауға тырысады. Бірақ Рантара ешкімнің кінәсі жоқ екенін айтады. Куруми өзінің жоспары бар екенін айтады және ол менің тоқашымды береді. Ол оны өте дәмді деп жейді. Бірақ Куруми оның жоспары неге орындалмағанына таң қалады. Өйткені ол дәмді тағам менің оянуыма көмектеседі деп ойлады. Рентара жақсы көңіл күй көмектеседі деп ойлайды. Ал Акари мені не қуантатынын сұрайды және менің жақсы көңіл күйімді көргенді ұнататынын айтады. Ханна Рентарамен және қыздармен уақыт өткізгенді ұнататынын айтады. Ал Хакари Инданы құрбан етуді шешеді. Ол Индиге оған жақындауын айтады. Бірақ Индия мұны істегісі келмейді. Ал Хакари оны Ханаға қарай итереді. Мей қожайынының бақытты болғанын көргенді ұнатады.
Бірақ Рентара олардың жоспарының орындалмағанын түсініп, оның көзін қалай ашуға болатынын ойлайды. Достарына не көргісі келетінін көрсету оның міндеті екенін сезіп, ол оны күлдіруді ұсынады. Өйткені ол мұны көзін ашып, жұмғанша істей алады деп ойлайды. Бірақ енді олардың мұны қалай істейтінін сұрайды. Ол маған кешегі қателігі туралы айтып берді. Касури оған Татароны бірнеше рет айту керек болатын жұмбақ берді. Ол оған сұрақ қояды. Ал ол Торорға жауап береді. Бірақ ол оның қателескенін айтады. Ал Куруми оларды тоқтатуды сұрайды. Өйткені олар оны жегісі келеді. Ол Торино Тотору деп аталатын фильмді көргісі келетінін айтады. Бірақ жұмбақтың кесірінен Торору но Торору деп айтады. Мей оның әңгімесіне күледі. Бірақ ол бұл туралы айтқан адам емес екенін айтады. Ханна мен Мей кенет көзін ашады. Екеуі де шошып кетті және ол оның жан серіктерінің бірі екенін түсінді. Бірақ ол көзін жұмып, қыздар оның жоспарының қалай жүзеге асқанына таң қалды. Ол оның Ханаға өте адал екенін және оған күлгісі келмейтінін, сондықтан оның жүзі өзгергенін түсіндіреді. Ханна қызарып бара жатқанын түсініп, менен оған бір көргеннен ғашық болып қалғанын сұрайды. Ал қыздар оның мұғаліміне неге сонша жақын екенін сұрайды. Бірақ ол мұғалімінің сүйіктісіне деген сезімін сезіне алмайтынын түсіндіреді. Өйткені ол оған адал. Бірақ Ханна алдымен өз сезімін анықтау керек екенін айтып, Рентардан онымен кездесуге баруын өтінеді. Келесі күні Мей Рентарды үйінен алып кетеді. Және ол Ханна оны кездесуге шақырғанда, Мей оның құрбысы болу керек екенін айтқанын есіне алады. Ол бұл онымен жақынырақ танысу мүмкіндігі деп ойлайды. Және ол қайда барғысы келетінін сұрайды. Бірақ ол бос уақытында немен айналысқанды ұнататынын сұрайды және ол қалаған жеріне баруға дайын екенін айтады. Және ол Ханнаны жақсы көретінін айтады. Сондықтан оның үйіне баруды шешеді. Бірақ ол одан басқа нәрсе туралы ойлануын сұрайды. Және ол оны да жақсы көретінін айтады. Сондықтан олар оған қайта оралады. Ол басқа қайда барарын білмейтінін түсіндіреді. Өйткені оның хоббиі жоқ және саябаққа баруды ұсынады. Олар ол жерде серуендегенді ұнатады және ол оның не жегісі келетінін сұрайды. Бірақ ол одан ол туралы ойламауын өтінеді. Және ол оның тек күні бойы оған ұнағысы келетінін түсінеді. Сондықтан ол одан не жегісі келетінін түсінуге көмектеседі деп ойлап, оған бірдеңе пісіруін сұрайды. Бірақ ол оған күте тұруын айтады және оған таңертең дайындаған бенін береді. Өйткені ол қатты қуанды. Ол оның оған ештеңе айтпағанын байқайды. Өйткені ол оның өзіне ұнайтын нәрсені жегенін қалайды және оның риясыз екенін түсінеді. Ол тамағы іше бастайды. Оның дәмді екенін айтады және оның тамағы үшін алғыс айтады. Бірақ оның неге сонша мазасыз екенін сұрайды. Ол оған қызмет еткісі келетінін айтады және ол оған шие гүлінің бұтағын алуды бұйырады. Бірақ ол оған ит сияқты қарайтынын түсінеді және өзін өлуге лайық деп санайды. Ол оған бұтақты лақтырып тастауды бұйырады және оны ит сияқты ұстамай-ақ бұйырудың ең жақсы жолы деп ойлап, оны өзі көтереді. Бірақ ол олардың мұнда не істеп жатқанын сұрайды және оған қызмет еткісі келетінін айтады. Ол өзіне жақсырақ қарау керек екенін айтады. Бірақ ол оның өмірі түкке тұрғысыз екенін және оның жалғыз мақсаты қожайындарына қызмет ету екенін айтады. Ол оған пайдалы болуды тоқтатуды бұйырады және оның қатысуы оның өзін жақсы сезінуіне көмектесетінін түсіндіреді. Сондықтан ол ағаштың артына тығылады. Бірақ ол оған қарауды доғаруды айтады. Өйткені бұл оның демалуына көмектеседі. Ол Ханаға қайта оралуды шешеді. Ол мұнда не істеп жатқанын сұрайды. Өйткені ол Рентармен бірге болуы керек және ол оның бұйрығын орындап жатқанын түсіндіреді. Бірақ Ханна кенеттен Рентарадан қоңырау шалып, оған телефонды береді. Оның айтуынша, оның жүрегі соғып тұр. Өйткені ол оның не істеп жатқанын елестетеді және ол әрі қарай не істерін білмейді. Ол оған қайта оралады және ол оның бұйрықтарын орындамайтынын айтады. Бірақ ол мұның маңызды емес екенін түсіндіреді. Өйткені ол оны әрқашан пайдалы деп санайды. Ол енді оған пайдалы болмас үшін өз өмірін қиюды ойлайды. Бірақ ол ақыры оны түсінгенін айтады. Оның айтуынша, ол оған қазірдің өзінде бар нәрсемен көмектесіп жатыр және оған қызмет ету үшін оның бұйрығын орындаудың қажеті жоқ және ол тек өзі болу керек. Мей тоңып, өле жаздағанын есіне алды. Бірақ Ханна жедел жәрдем шақыратынын айтып, оны құтқарып қалды. Мей оны құтқарудың қажеті жоқ деп ойлайды. Өйткені оның өмірде мақсаты жоқ. Бірақ Ханна оның елеусіз емес екенін айтады. Және оған жедел жәрдем келгенше жылынуға көмектеседі. Рентара оны жақсы көретінін және оның сүйіктісі болғанын қалайтынын айтқан кезде, біз қазіргі уақытқа ораламыз. Қыздар мені өз компанияларына шақырады. Ал Ханна олардың барлығын дос қыз ретінде киінуге шақырады. Ындаға қарсы, бірақ Рентара олардың қандай болатынын көргісі келеді. Сондықтан олар мұны істеуге шешім қабылдады және ол оларды сүйкімді көрінеді деп ойлайды. Мей қызметші әрқашан ұқыпты болып көріну керек дейді. Бірақ Ханна адамдар оны ластауға тырысса да, ол таза қала ала ма деп сұрайды. Ол эксперимент жүргізуді ұсынады. Онда қыздар бір-біріне су мылтығымен оқ жаудырады. Ал жеңілгендер дымқыл болады. Оның айтуынша, жеңімпаз Рентарды құшақтап, сүйе алады. Сондықтан бәрі жеңгісі келеді және ол төреші болу үшін батлер кейпіне енеді. Ойын басталып, Инда Мейді атуға тырысады.
бірақ ол жалтарып кетеді. Ында жауап қайтарады. Бірақ ми жалтарады. Ал ында жеңілдім деп ойлайды. Бірақ ол әлі де жалтарып үлгереді. Хакари қатты әсер етті. Бірақ Кусури Үндістанға оның ашылғанын айтып, оны өлтіріп жатқанын айтты. Кусури қуанады. Бірақ Нана кенеттен оны артынан атып өлтіреді. Ол да өлтіріледі. Ханна қызметші қыздың дымқыл болған кезде сүйкімді болып көрінетінін және Куруми оны атуға дайындалып жатқанын түсінеді. Бірақ Ханна оның назарын тоқашпен аударады. Ал Нана Курумиді өлтіреді. Нана төбелеске асығады. Бірақ ми оны атып тастайды. Өйткені ол өзінің тапқыр интеллектісін барлығын есепке алу үшін пайдаланады және оқ атудан жалтарады. Ол мимен жекпе-жекті бастайды. Бірақ олар бір-бірін ұра алмайды және онымен күресудің пайдасыз екенін түсінеді. Сондықтан ол оңайырақ нысана табуды шешеді. Ол көреді, Шизуку оны көргенде үрейленіп, жан-жаққа оқ жаудыра бастайды. Нана оны өлтіруге дайындалып жатыр, бірақ кенеттен жарақат алады. Біз Шизуканың жолы болғанын білеміз. Өйткені ол жан-жаққа оқ жаудырды және оның бір атысы Нанаға тиді. Бірақ біз оның да дымқыл екенін көреміз. Өйткені оның бір атысы оған тиген. Хакари Ханнаны кепілге алады және егер ми берілмесе, оны өлтіремін деп қорқытады. Сондықтан ол бұл туралы ойлайды. Бірақ Ханна алдымен өзін атып тастайды. Ми ренжіп, Хакариді өлтіреді. Рантара ойында жеңіске жеткенін жарияламақшы. Бірақ Ханна одан күтуін өтінеді. Ал оны құшақтап алған кезде ол да суланып қалады. Ол тірі қалғандардың жоқ екенін түсінеді. Бірақ олардың барлығы жеңгенін және марапаттарын алу үшін кезекке тұрғанын және ол да суланып жатқанын хабарлайды. Осыдан кейін қыздар Мейдің Ханнаның қызметшісі болғанына таң қалады және ол бәріне мағынасыз түсініктеме береді. Бірақ олардың бәрі оның қиын өткенін түсінгенде жылай бастайды. Ал Куруми оның айтқанын түсінбейді. Ол Ханнаның өмірін сақтап қалғанын айтып, неге Ханна оған көмектесуге шешім қабылдағанын сұрайды. Өйткені олар тіпті таныс емес еді. Содан кейін ол оны жай ғана сүйкімді деп тапқанын мойындайды. Ал қыздар оны бұлай айтпау керек деп ойлайды. Бірақ ми өзін мақтан тұтады және бәрі олардың екеуі де ақымақ екенін түсінеді. Бейне осымен аяқталады. Лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Көргеніңізге рахмет. Келесі кездескенше.